автоөпше саласындамын қазір. Пайдасын көре алмадық қой. Мини-маркет аштық қой біз. Қолмен жұмыс істеп байымайсың деген темаға келдім ғой мен сол жерде ше. Мен әлі жарам деп қоямын ғой өзіме ше. Шымкентте тем более 2 миллион теңге тапсаң, Руслан Бердиевтен кейінгі адам сенсің ғой, короче, басында қадам қылып. Бәрінің побочный эффектісін оқымаймыз ғой. Тура сондай ма? Мен адам баласына сенбеймін негізі. Әйеліме әрең сенеміз. Операционға кіріп алып, соның кайфында жатқан кісі ғой, иә? Қандай жол көрдіңіз? Әйелім мойнындағы алтындарды көрдім ғой. Ең бірінші болып осындай форматқа қатысып жатып, жаңа бірінші прям андай подопытный кролик болайын деп жатсыздар. Бұндай формат енді басқа мемлекеттерде қатты дамыған, бірақ бізде әлі ешкімде жоқ. Бірақ мынандай нәрсені бірден айта кетейін. Қазір мен араларыңыздан кәсіпкерлерді шығарып разбор жасаймын. Иә? Бұлай келсе алайықшы. Шындық айтамыз. Расында да шындық айтамын. Толық айтамын. Еш нәрсені жасырмаймын. Менің айтқан комментарияларымды көтере аламын. Комментарий русский болады. То есть шындықты айтамыз. Ренжіп қалдым, маған бүйтіп айттың, бұны ютубқа салма, неге үйттің, бүйттің дегендер, сразу айтам, шықпай қойыңыздар разборға. Разборға шығыңыздар смелый. Вот расында да шындықтың көзіне қарай аламын. Ол нәрсе не береді сіздерге? Ол бірінші орында сіздерге беретін дүние, ол, конечно, реальный рост. Обычно қалай біздің менталитетте. Біреуге бір нәрсе айту үшін біз көңіліне қараймыз, жаңағыдай. Ой, ренжіп қалады, кәстікке айтсам, бүйтіп ойлап қалады. Точно? Ренжитін адамдар бар ма? Ренжимін. Сразу биттіңіз ғой. Ренжитін адамдар болса, сөз көтере алмайым десеңіздер, онда бірінші бір разборды қарап алыңыздар. Жүре ма? Кейде кәсіптерін өздері айта алмайтындар болады, иә? Бір жерде күліп қалуымыз мүмкін. Нормально. Когда сен соның бәрін қабылдап үйренесің, сол кезде реальный рост көресің. Қаншама адамға үлгі боласыз, қаншама адамға әдемі өсу көрсетесіз. Осы жерде мынандай правила болады. Қазір біз барлығы бір разборды полный ашып айтамыз бір кәсіпті, иә? Бір кәсіпті толық айтқаннан кейін мен оның запросын білемін, оның шешімін айтамыз. Бірақ соңында мынандай сөз береміз. Сол айтқанды істеймін, мойындаймын дейтін осы жерде қағазға қол қойып бересіздер. Істеп результат жасаған адам өзіне сыйлық жасайды. Істемей минусқа кеткен адам маған штраф төлейді. Менің штрафым арзан емес. Кім смелый, кім шығады бірінші? Давайте ер азаматтан бастайық, иә, Гүлнар ханым. Нұрдәулет мырза. Кеше ғана танысып жатырмын мен бұл кісімен, күшті кәсіпкер екен. Біздегі көбінде енді әйел азаматтар өте активнымыз ғой. Проектіні кішкене ер азаматтарға да внимание бөлсек. Өзіміз айтамыз, ер азаматтар ақша тапсын деп өзіміз бірақ алдыда жүгіріп жүреміз. Давайте соны кішкене өзгертіп көрейік, иә? Қош келдіңіз. Бір микрофон. Отырыңыз. Нұрдәулет мырза. Баршаңызға ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Есімім Нұрдәулет болады. Отырып болды. Съемкаға, әрине, съемкаға келуіңіз бірінші рет па? Мен разборларда болғам негізі, осынау. Осындайда болғансыз, иә? Күшті. Так. Енді сізді прям мұқият тыңдаймыз. Есімім Нұрдәулет. 1996 жылы туылғам. Қазір 29-дан 30-ға өшіп бара жатырмыз. Біз 18 жасымызда алғашқы кәсібімізді жасағанбыз. Өзім туып өскен жерім Шымкент қаласы, Арыс ауданы, Арыс қаласынанмын. Неше түрлі кәсіптерді көрдік, неше түрлі... Қандай? Менде ең басында бастаған кезде салон красоты болған. Ол кезде мүлдем опыт жоқ бизнестен. Жаңағыдай әркімнің подкасты, өз подкаст дегенде ютубтан көресің. Примерно бизнес дегеннің Б деген әрпін примерно мынандай екен ғой деп кіргенбіз. Сонымен жаңа касса не жоқ, күнделікті қалтаңа түсе береді деген сияқты. Сөйтіп, мынау ақша жүріп жатыр деп, екіншісін ашып қарап қалғанбыз. Солай өстік. Бізде қалай қабылдадыңыз? Нені? Қадалуды. Өзім ақшам болмады өзі ше. И нормально қабылдадым. Бәрібір болды ма?
бәрібір болды. Кімнің ақшасы болды? Біз әке-шешеміздің ақшасын алдық та. Басында қадам қылдық. Балаңызға бизнесқа бересіз бе ертең ақша? Алғашқы қадамдарына бір опыт үшін беруге болады, бірақ көп емес деп ойлаймын қазірше. Ол қанша? Сол кезде біз миллион теңгедей бергенбіз, алғанбыз. Мен қазір салыстырмалы түрде көп ақша емес қой, енді сол кезде көп болды біз үшін. Опыт ретінде жақсы болды, түсіндік. Бірінші кәсіпте солай қадалдық. Қадалғанда ол екі форматта ашқанбыз ғой, бір типа біреу жүріп тұр, оны толыққанды зерттемегенбіз, көрмегенбіз, білмегенбіз, жүретін кәсіп екен ғой деп екіншісін ашып алғанбыз ғой. Жүйеленбеген бизнесті просто көбейтіп жібердіңіз. Көбейтіп жібердім, иә. Жақсы. Оны қадап біріншісіне қайтадан келдік. Өзіміз сол жерде мастер болдық. Және де мен кеше де айтқан болатын, менде проблема негізі адам басқарудан да. Адам басқарудан проблема. И сол кезде бері ауырамын да. Мастерлер тұрақтамайды деген сияқты. Өзінің именно сол кәсіпте сондай проблема бар. Мастерлер тұрақтамайды. Ана тәкаппарлық деп жатсыз ғой. Тәкаппарлық. Мен істей аламын, мен үшін келеді деп бүкіл көрпені өзіне қарай тартады да. Соны істедік. Одан кейін тағы бір овощной аштық дополнительно. Жалпы қазір бір адам арамызда салон ашам десе не айтар едіңіз? Не айтар едім? Қазір басыма келіп тұрған жоқ, бірақ салон красотыйда локация важный екен, бірінші очередь. Парковочный орындардың болуы важный екен. Жалпы мастерлерге дейінгі процесс, себебі адамдар қазір өте жалқау ғой, еріншек. Парковка болмаса, лучше парковка бар, жерге кіріп кете береді деген сияқты. Сондай мелочтар өте важный екен да бұл бизнесте. Сенің орналасқан жерің, парковканың болуы, одан кейінгі бастап жаңағыдай витринасы әдемі болуы, одан кейін барып мастерге келеді екен да. Мастер кім екенін танымайды ғой, на самом деле, адам қандай екенін танымайды. Оған дейінгі процесстер өте важный екен сол бизнесте. Мен үшін сондай болды. Круто. Классно, иә? Күшті выбор. Вот адамдар бизнес жасаудан қорқамын деп айтады ғой. Мен ойлаймын, бизнесті қандай жоба жасаса да, удачно болған кәсіпкер жоқ сияқты. Келісесіз ба? У всех есть неудачный проект. Қазір енді түсініп отырмыз ғой, удача, неудача деген нәрсе на самом деле жоқ, опыт бар, опыт. Опыт болғаннан кейін удачно жасай аласың на самом деле. Ал опыт жоқ адам удачно жасай аламын деген нәрсе өтірік та. Мен Құдайдың жеңілдігі болады. Например, біз қазір автозапчастьтамыз ғой. Автозапчасть саласындамын қазір. Біз бастаған кезде қазіргі болып жатқан қиындықтар болмаған басында бизнесте. Бірақ қазір болып жатыр да қиындықтар. Егер Құдайдың жеңілдігі болмаса сол кезде басында дәл қазіргі қиындықтар сол кезде болған кезде мен сразу тастайтын едім бұл саланы. Әрбір іс бастаған кезде, үй салсаң да Құдай көмектеседі деген сияқты, негізі бизнес бастаймын деп тәуекел ету, әрекет істеу, Құдай жеңілдік береді. Бірақ әр кезеңнің өзінің опыты бар ғой, например, миллиард теңге таба алу, ол солған дейінгі опыттың арқасында келген миллиардта ол на самом деле. Ал просто так, мен миллиард табам деген адам, андай бір просто иллюзиямен өмір сүріп жүрген адам сияқты. Опыт важный деп ойлаймын. Вот, опытым жоқ, бизнесті қалай бастаймын деп келеді да. Мен айтамын, сен бастап көрмесең опыт қайдан болады? Вообще, в целом, оны қайдан аласың? Сен біреуге барып найымды істесең, ол жерде опыт деп айта алмайсың, дұрыс па? Бұл жерде анау не ғой? Ақыл формат, сана форматы ғой. Саналы адамдар ғой, бір 2-3% деп ойлаймын. Бүйтіп қарап жүреді, ұрлап, копировать етіп деген сияқты істей алатындар. Ал бірақ 98% адам ол бүйтіп қарамайды, например, мынау менің опытым болады, ертең көмектеседі деп. Себебі бұл жерде кәсіпкердің өзінің жасайтын және де өзінің переживать ететін моменттер өте көп қой. Например, біз енді автозапчастьтамыз, Қытайдан товар келеді. Бүгін қазір 25-ші күн бір товарлар кешігіп жатыр. Сен оны чувствовать етесің, переживать етесің, клиентпен договориться етесің. Ал оны сенің қол астындағы адам айтады да, өзің шеше берші, братан, мен білмеймін деген сияқты лақтыра салу. Твоя ответственность. Твоя ответственность. Қазір біз оған келеміз, иә? Қараңыз. Енді осы салоннан кейін не аштыңыз? Овощной аштыңыз ба? Овощной аштым, иә. Ол қалай болды? Ол жерде локация таңдай алмағанбыз. Примерно көшенің бойында ғой деп ұра бергенбіз ғой, көшенің бойында, первая линия деп. Оказывается, овощной точкада не только көшенің бойында, еще сенде қарама-қарсы зданиялар болу керек, чтобы, например, былай 4 бұрыштан
барлық адам сені көру керек та, сол адамдар саған келеді. Оказывается, оның несі, целевой аудиториясы сенің дворыңдағы адамдар екен да, сенен келесі двордан, скорее всего, алмайды. Себебі көтеріп алып бару, ауыр зат, подъездге дейін бару деген сияқты. Арбуз алып барса, оны, скорее всего, үйдің жанынан алады, 50 теңге қымбат болса да. Ну, чтоб не тащить, не тащить. Ол жерде қандай вложение жасадыңыз? Ол жерде біз ана типа европейский стандартпен жасаймыз деп, өзім қалтамнан салдым. Қасымда кішігірім партнер болды, екеуміз бірге жасадық. Біз 0-ге шықтық ол жерден. Андай көп минусқа кеткен жоқпыз, 0-мен шықтық. Партнер қандай шартпен болды? Ол кезде тоже біз 20 жасымызда ашқанбыз ғой біз. Былай отырып достық форматпен ашып жүргенбіз. Давай істеп көрейік деп. Формат типа пайда болса 50-50 деп ешқандай шарт болған жоқ. Пайдаға шығайық, сосын көреміз деген сияқты болды. На беруге келіспедік біз. Реніш қай жерінде болды? Реніш болған жоқ. Себебі бізде келесі коронавирус болды. Сол кезде біз коронавирустың ішіне жұмысқа кіріп кеттік та. Мен оны айттым, типа, мен кассиягым бар ғой, сен давай сол жаққа жұмысқа кірісіп берейін деп, 1 миллион теңге зарплатаға кіріп кетті да. Сонымен обида болмады ода. Жақсы кеттіңіздер, екі жаққа? Екі жаққа әдемі кеттік. Обычныйдың пайдасын екіге бөлген кезде? Пайдасын бөле алмадық қой. Пайда болған жоқ қой жерде. Ары қарай? Жұмысын бөлдік екіге. Ол жерден алған ощущениеңіз қандай болды? Мен осы опыттарым мимен жұмыс істеуге көмектесті. Қолмен жұмыс істеп байымайсың деген темаға келдім ғой мен сол жерде ше. Себебі таңертең 5-те тұрасың, 5-те 4-те овощной темасы сондай, 5-те 4-те тұрасың, Алтын Ордаға барасың, закуп жасайсың. Адамдар образно 2 сағатта 1 миллион теңгені пайда тауып, автовиктер сондай ғой, 1 миллион теңге, 1 миллион жан бір нені ашады, фураны ашады, жабады. Ал сен азаннан кешке дейін солардың 2 ящигін сатасың, короче, деген сияқты. Олардың рисктары больше. Біз жасап жатқан нәрсе, короче, мелочь екенін түсіне бастайсың да. Риск больше, ақша больше. Ақша больше, иә. Күшті, иә? Иә. Вот. Ары қарай? Келесі жасаған нем, бизнесім самосвал машина алдым. Грузовой, 40 тонналық. Өзім... Әр қазақтың арманы. Андай ғой, айтам ғой, мен негізі легкий кіріп кетем бизнесқа. Өте оңай кіріп кетем да. Досым үйленіп жатыр, үйлену тойына барамыз. Енді нормально коронавирустан әйеліммен екеуміз жұмыс істегенбіз да. Айына 2 миллион... Әйелмен келдіңіз, иә? 2 миллион теңге табыс табамыз айына. Әйелінің поддержкасы бар ер азаматтар күшті өседі. Айына 2 миллион теңге табыс табамыз. Салон красоты әлі істеп тұр. Пассивный доход 400-500 мың теңге табады. Сонда 2,5 миллион, 3 миллион теңге кіріп тұр. Расход минимальный ғой, шымкентский қысып ұстайсың ақшаны, жұмсай алмайсың өзіңе. Шымкентский деген сөзін айтма. Шынымен ғой, аз, көп тапсаң да аз жұмсау керек. Там түсініп алдық политиканы, де? Шымкентский. Там таксиді Яндекс шақырмайсың, голосовать етесің, 500 теңге братан алып кете салшы деген сияқты. Либо автобуспен барасың, сондай форматпен жұмыс істегенбіз ғой. Бірақ ол негізі дұрыс екен деп айта алмаймын, кейін қазір айтып беремін не үшін екенін. Сөйтіп жасаймыз да біз ақшаны табамыз, енді 2 миллион 2,5 миллион теңге кіріп тұр айына. Расход жоқ. Машина алдық, үй аламыз деп ақша жинап қойғанбыз. Сонымен хайвай болып кетті, үйге, короче, үй болмайтын болды, жер ала алмадық. Сол жердегі 700-800 мың теңгелік жерлер қазір 15 миллион, 20 миллион болып жатыр. Алмаған үйге таласпадыңыздар ма? Алмаған үйге таласпадық. Сондай проблема болды. Сөйтіп алдым да, тойы болды. Мен класстасым үйленді, тойы болды. Сол тойға барамын да, класстасым самосвал дейді. Қанша табасың десем, 1,5 миллион теңге, 1 миллион теңге табамыз, короче, бастыққа сөйтіп ақша беремін дейді. Сонымен айтамын, мен саған машина алып беремін, сен айдайсың деймін ғой. Сол айтады, хорошо дейді. Сонымен машина алып беріп, кеше үйленген бала ғой. Оказывается, үйленген екен, бәрі нәрсе тәтті болып тұрады екен ғой, әйелінің қасынан шықпайды анау. Машина айдамайды, машина тұр үйленген. Күшті. Сонымен машина тұрды, 2-3 ай жақсы жұмыс жасалмады. Ал мен бизнеске салған ақшаны оправдать етуім керек. Оның сол кезде еще баллондар қымбаттайды, солярка қымбаттайды. Не нәрсеге кірсең, короче, проблема көбейіп кетіп жатыр да. 4 баллон. Самосвалды алдыңыз, потому что досыңыз машина айдайды, или соның доходына қызықтыңыз ба? Доходына қызықтым. Мен білмеймін, оны зерттемеген, короче, істеп жатырмын деген кіріп кеткен ғой, короче. Сіз үшін зерттеу қалай? Зерттеу деген, например, 5-6 адаммен ақылдасасың, кеңесесің, сол салада жүрген. 5-6 адам ол кімдер?
сол салада, например, біреу водитель, екіншісі жаңағы сол водительдің иесі, например, да. Одан кейін жұмыс беріп жатқан тұлға. Себебі бұл жерде бір ақ адам ақша таппайды ғой. Бұл жерде лақтыру көп екен. Тендер ғой. Тендермен жұмыс жасайды, нелер. Сен машинаң жүріп жүрсе, жүріп жатыр. Тендердегі жаңағы заказчик қадап кетуі мүмкін. Сен күнде солярка, олар 100 километр. Вложение, потом ақша аласың жерге. 100 километр жүресің, 40 литр солярка жейді 100 километрге. Солярка 300 теңгеден, примерно есептесеңіздер, күнде образно 300-400 километр жүрсе, былай ақша кетеді. 40-50 мың теңге әшейін кетеді соляркасына. И зарплата бересің, тамағы бар. Неге онда біздің қазақтар көп осы самосвал алып водитель беріп қоюға құмар? Стабильность деп ойлайды. Потом бұл жерде не сияқты, эго бар сияқты ше. Типа мен самосвалым бар, бизнесте Мақтану. Мақтану. Мен самосвалым бар, күшті болып жатырмын. На самом деле ондай шындығын айтпайды ешкім. шіріп жатқан ешкім жоқ ол жерден. Бір машина, екі машинамен ол жерде байи алмайды, шынымен. И вот самый ключевой момент. Бір машинамен, екі машинамен байи алмайсыз. Иә. Вот өте жақсы момент. Күшті. Иә, 5 машина, себебі 5 машина жүрсе, 5 машина. Біреу бұзылып қалса, төртеуі мынаны шығарып жібереді да. Бір-екі машина, екеуі де бұзылып қалса, сен өзің кредитқа кіресің, водительдің ақшасын бересің. Короче, сондай проблемасы бар да бұл жерде. Потом одан қалай құтылдыңыз? ломбардқа қойдым оны. Ломбардтың аймай 400 мың теңге, 300 мың теңгесін өзім жауып жүрдім таксовать етіп. Еще өзім 10 миллион теңгенің машинасын 5 миллион теңгеге саттым. 10 миллионға еще 10 миллион вложение жасағам, 20 миллион қайсақта ломбардтың аймай ақшасы сонымен минусқа кетті. Азап чистам кетті ма сосын? Короче, братан алып баршы деп өзім айдап алып бердім Шымкентке машинаны. Алматыдан Шымкентке. Сен тағы біресе қосып беремін деп па? Менде қосып бердім ғой. Қалай сіздерге? Нелер, запчасты бұрайтын нелер бар ғой, инструменттер. Соны алғам ғой, бір 100-200 мың теңге кетеді ғой инструментке по-любому. Соның бәрін братан саған сыйлық дедім. Бесплатно неге айдап алып бердім Шымкентке. Менде еще права жоқ, категория жоқ. Сөйтіп айдап алып бердім. Сонымен кольцо ойынан түсіп, жолың болсын братан деп шығарып салдым ғой. Ол жаңа ломбардтың есіне бердіңіз ба? Ломбардтың есіне басқа адам сатып алды, шымкентский адам. Сатып алды. Сатып алды. Сол сатқан ақшаңызға жабылдыңыз ба қарыздарыңызды? 2,5 миллион теңгесін неге бердім? Ломбардқа бердім, қойған ақшасын. 1 миллион теңгесін мына кісіге алтын алып бергенмін, соны залогқа қойғам ғой Ломбардқа. Осы кісінің қайтадан Ломбардына несін шығарып бердім, ақшасын. Потом бір аз ақша қалды, қарыздарымды жаптым, сонымен 200-300 мың теңге тамақ ішіп қойып. Енді қараңыз, үшінші бизнес кетті ма уже? Үшінші бизнес кетті. Үшінші провальный бизнес. Как было ощущение? Остановись деген болған жоқ па? Менде ол сезім болмайтын сияқты ше. Ойынға кіріп кеткен ғой. Шымкентский бол осындай. Одан кейін көп болды. Круто. Оның ортасында еще мини-маркет аштық қой біз. Мәссаған. Сіз ондай ортасында ашқандар ұмытып кетпеңіз. Мини-маркет аштық, 5 миллион теңге. Менде еще Kia K5 деген машина болды. Оны сатам. Мен еще шындықпен сатам да. Например, біреулер күшті қылып, шпаклевка жағып, братан боялмаған, мен айттым, соғылған, ұрылған, мынандай деп. Еще утилиз бар, төленбеген, бұл ана жақтан келген машина деп 4,5 миллион теңгеге саттым. Кішігірім қарыздар 500 мың теңгені жаптық та, сол кезде іздеп жүргем мысалы помещение. Сөйтіп ана жерден зданияны алып, кіріп істедік бизнесті. 40 мың теңге кассасы болған екен сол жерде магазиннің. 40 мың теңге касса деген ол 0 деген сөз. Минус шығасы деп жатыр. Біз 200-300 мың теңге көтердік күнделікті кассаны. Нормально жүргіздік. Готовый мини-маркет алыңыздар ма сонда? Готовый ғой типа, иә. Бірақ ішінде товар 500 мың теңгеге ма саналады сол кезде. Жоқ қой товар. 500 мың теңге жоқ деген сөз. Сатып қоймын ше. Өздеріңіз оборот қостыңыздар, иә? Оборот қостық, иә. Бүкіл ақшаны салдық сол жерге. Алкоголь сатпадық, табачный изделие саттық табачный, иә. Бірақ кассада кім тұрды? Кассада екеуміз тұрдық. Бізде таңертең той туған күнге бардыңыздар ма? Жоқ, өмір сүрмедік қой біз. Сол бөлмеден қанша уақыт шығып тұрдыңыздар күн көруге? Біз подвальный помещение болды. Ойба. Сол жерде 1 жасар қызым бар. Еще оразаның кезінде болып, сондай уақыттар болды. 3 айда көтердік бизнесті, нормально аяққа тұрғыздық. Сол оразадан кейін бір кісі ішіп келіп әңгіме айтады ғой маған. Сен бала шағаң өмір сүріп жатқан жоқ қой, әйелің анау әбіршіп кеткен, ана қызың пневмония болады ертең мына подвальный помещениеде деп маған жүрегіме тиетін сөздер айтады да. И әйелім бір күні келсем, енді
қадір түнінен кейін ба ұйықтап жатыр, и қызым жатыр ғой. Енді сол кезде тәтті тамақ бәрін бүкіл жақсылықты қызыңа жасайсың ғой. Қызың енді әкенің бүйтіп жатқан гүлі ғой. Гүлін өсірдік, бақтық, қақтық, өсіріп жатырық. Ана әдемі болып өсіп келе жатқан қыз ғой. Әйеліме қарасам әбіржіп кеткен де түріші. Бояуы жоқ, нормальный киімі жоқ. Сонымен сол жерде түнде айттым да, короче, бұны бір бағбаннан әкесінен сатып бүйтіп алдық қой енді, жаңағы несін қалыңмалын төлеп. Сол кезде аманатқа қиянат жасамайын деп алғам. Қиянат болып жатыр на самом деле. Подвальный помещениеде андай өмір сүріп жатыр, қиынша. Сол кезде өз-өзіме уәде бердім. Мен қызыма қайтып қараймын, бұдан кейін саған сөйтіп қараймын. Аманатыма қиянат жасамайын дедім да. Сөйтіп қол соғып қояйықшы. Келесі күні алдында 200 мың теңге хиджаб кимейтін, айттым. Короче, 200 мың теңге нормально ақша деп санадық сол кезде. 200 мың теңге бердім. Барып киініп қайтшы, қызыма өзім қараймын, барып киін, короче, азынан кешке дейін. Демалып қайт дедім да, сөйтіп жібердім. Содан әйелім айтты, Назданияны, короче, өткіземіз, сатамыз. Жаңа ортада. Касса көтерілген бірақ. Касса көтерілген, жүріп тұрған бизнес. Не деп айтты? Хорошо деді, ол менің әйелім бір жақсысы, мен безбашын екенін біледі ғой. Любой нәрсеге go дейді болды. Қандай қиындықтан өтті? Екі безбашыны осылған сияқтысыздар, иә. Сөйтіп, бір қарап қалпақ әйелдер біріншісіне келді. Санақ болған деген кезде, короче, ұрсып қалдық та. Сонымен бермейтін болды. Келесі күн тағы бір кісілер келді. Олармен жақсы тамақ ішіп бүйттік. 2 миллион теңгелер бар екен. 2 миллион теңгесіне беретін болдық. Қалған остатығын ол ай-май 500 мың теңгеден төлеп берем деді бізге. Ал мен ортада айтып кетейін, мен өйстіп, короче, не жасаймын, қайырымдылық жасаймын, бизнесті біреуге бере саламын. Там образно салон красоты миллион теңгеге бергем. 300 мың теңгесін берді, 700 мың теңгесі қалып қалды. Мына жерде де сондай 700-800 мың теңгені бермей қойды ғой бізге соңында. Жаңа келісім бойынша төлеп келді соңында. Анау болды, мынау болды деп бізге бермей қойды ақшаны. Сөйтіп, бірақ айтамын да мен, Құдай одан да кереметін береді деймін да, мен ақша қарамаймын, жібере саламын онша. Сөйтіп, ол кісіге бердік, өткізгеннен кейін психосоматика дегенді оқыдым мен ше. Психосоматиканы оқыдым. Кімнен? Дәуренбек Кударовпен Эльмира Кударовадан сол кісілерін оқыдым. Қай жылдар бұл? Ол ең басын потоктарды оқығам мен, 7-ші ма, 5-ші лекте ма. Біз енді оқыдық. Біз енді оқыдық. Сол кезде оқып, сол психосоматиканы жүргіземін деп, негіз 21 жылдар мен 22-23 жасар жігітпін ғой. Ол, оказывается, тоже рөліне деген да, сразу экспертность қаша. Сөйтіп жүргіземін дедім, оны жүрмеді. Самасова машина неде тұр, жаңағы ломбардта тұр, ортада ғой енді. Ақсайнанда грузчик болып, разнорабочий болып істедім. Потом Замлерде грузчик болып істедім, Эврикада грузчик болып істедім, сөйтіп жұмыс істеп жүрдім. Бірақ бизнесіңіз бар? Бизнесті беріп тастағам уже. Бәріне беріп тастағам. Самасова тұр ана жақта. Ана самооценка бұрынғыдай, аппетит бұрынғыдай. Күшті болып өмір сүріп қалған немен жүрдім да, короче. Бірақ іште андай сезім тұр. Мен әлі жарам деп қоямын, короче, өз-өзіме ше. Главный өзіңе сенім жоғалтпау. Грузчик болып жүрсің, шаш өсіп кеткен, шаш өсіруге ақша жоқ. Қызыма айтамын, киндер әперіп қоямын, короче, күшті қылып, одан да күштісін беремін мен саған деп. Ондай сенім бар да, короче. Сөйтіп жүрдік. Сөйтіп жүрген кезде бір күні менің братишкам бар, қасында жұмыс істеп жүріп бірге. Бір БАДы сататын компаниядан звондайды. Келсеңдер, продавец болып дейді да бізге. Мен ана жігітке айтамын ғой, бұл Құдайдан шақырту деп қоямын өз-өзіме ше. Құдайдан шақырту, жақсы өмірге. Жақсы өмірге шақырту деймін. Сөйтсем, бұл барайық дейді. Бардық, қанша теңге табасыңдар десек, аптасына 150 мың, 200 мың деп қояды да. Енді көп ақша ғой біз үшін. Біз күнде 10 мың теңге, 15 мың теңге аламыз. Күшті екен деп. Ана бастығының жаңағы зерттеу деген осы, бастығынан естідік қой. Уроктан естідік, одан кейін сатушылар бөлек шығып кеткен, қай жерде тамақ жеп, барып тамақ ішетін жеріне барып отыр. Тауып жатсың ба десем, ана жігіт айтады, кеше 250 мың теңге алдым зарплата дейді да. Хорошо дедік, соған кірдік БАДы сатуға. Не болып, сатушы болып, продавец консультант. Продавец қой енді, менеджер по продажам. Соған кіремін, бір жарым ай істеймін да, бір жарым айдан кейін ана бастықтың партнері болып кетемін ғой мен. Каким-то образом, маркетинг жүргіземін, өйтем. Білетін нәрсемді айта беремін ғой, бүйтіп істейік, еще ана психологический нем бар ғой, разборлар. Психосоматика. Сол разборды ортасына тығып қоямын. Әйтеуір, короче, көзге көрініп қалу керек қой. Әйтеуір өзін сату. Сөйтіп партнер болдым ана жігіттің.
партнер болып біраз уақыттан кейін жаңағыдай 1 миллион теңге тауып бастадым ақырындап. 1,5 ай 2 ай ғой короче көлемі. Сатамыз, бірақ ана БАДы сататын компания бізге запрет береді. Ана БАДы сатпайсыңдар деп. Себебі ана партнерство алған ғой ана жігіт. И мен партнерім, жаңа партнерство алған жігіт, ана сөзге тұра алмайды екен да. Жас жігіт сөзіне тұра алмайды. Сонымен хорошо дейміз де бәріміз, әйелім 9-шы ай ма 8-ші ай ма аяғы ауыр пойызбен көшіп барасың Шымкентке қарай. Шымкентте 600 мың теңгеміз бар. Сонымен ана саланы просто тығылып сатамыз деп тұр ғой. Тығылып, сол нәрсені сата береміз. Себебі пока что біздің табыс көзіміз сол. Пока басқа партнерлерін сатып аламыз. Ана сәл 1000 теңге қосса сатып аламыз деп Шымкентке барамыз да сатамыз. Сатып адамыз күнде 1 миллион теңге, 500 мың теңге касса жасаймыз да, кассеттан шығу керек тез. Сөйтіп жүріп, өзіміздің БАДы компаниямыз ашамыз. Ортасында бәрі бітті, ортасы бітті, БАДы сатып жатыр. Сатып атамыз, сонымен 2 жылдай саттық. Айына 2 миллион, 2,5 миллион теңге, 1,5 миллион теңге табыс тауып жүреміз БАДыдан. Бірақ БАДы маған андай бір ощущение берді, как будто адамдарды алдап жатқан сияқтымын. Себебі өзім сенбеймін оған. БАДы негізі не емдемейді, не зиян келтірмейді. Иә. Бірақ самоуношение ғой жерде. Иә. Ощущение бар да менде сондай бір алдап жатқан сияқтымын. Себебі ана процестің бәрін көріп жатсың, қалай шығып жатыр, не болып жатыр, қай жақта не болып жатыр. Адамдар жалып жасайды. Нені? БАДыды жоқ, өзіміз производстводан басқа жақтан келісіп жасадық. Ана копировать еттік қой, ана кісіден алдық, не істеп жатыр, сол нәрсені копировать. Просто біреу жасайды, анау упаковать етіп сата береді. Иә. Ол процестің бәрін сен көріп отырсың. Бір кезде сондай бум болған, білесіздер, иә? Прям БАДыдың бум болды ғой. Просто производствоға барасың, келісесің, тағы не бар. Просто уайымдама, результат. Главное, я упакую и буду продавать деген бір. Ну, жаппайды, главное, біраз адам ол без жасады. Осыдан 2 жыл бұрын ғой. Біз 2 жыл бұрын тоқтаттық. Сонымен БАДы сатып жүремін, жақсы кетіп жатыр. Прямо айына андай Шымкентте, тем более 2 миллион теңге тапсаң, Руслан Бердиевтен кейінгі адам сенсің ғой, короче. Крутой адамшы. Крутойсың кәдімгі. Любой, мен мына жақта бір 10 миллион теңге таппайынша, сен крутой емессің ғой. 1 миллион теңге любой тауып жатыр. Таксист табады, например. Ана жақта сондай да. Любой, например, жақсы заведениеге кіресің, о, сәлеметсіз бе деп, VIP қонағысың, короче, таниды, сөйтіп жүреміз да. И сол жерде Сержан деген блогер бар, Шымкентский. Қытайға тур жасайды ғой өзі. Барады да бір базарды көрсетті, сол базарда бір жігіттерді көрсетті. 500 мың теңге күнде автозапчасть сатып тауып жатыр екен дейді, күнде. Мен ананы естимін да, 3 күн ауырамын да, 3 күннен кейін билет сатып аламын ғой. Әйелім айтамын. Қытайға? Иә, Қытайға. 3 баламыз бар уже. Осыдан 2 жыл бұрын. 2 жыл бұрын, 3 баламыз бар. 3 баламыз бар. Жамиляға әйелім айтамын, сен 3 баланы қарайсың. Мен кетем 500 мың теңге табам күнде деймін ғой. 500-ді 30-ға көбейтсадыңыз. 15 миллион теңге. Өмір сүріп жатсың ғой кәдімгідей. Берден асып кеттік. Иә. Сөйтіп айтады, хорошо дейді. Мен Қытай тілін білмеймін. Қытайда өмір сүріп. Мен шетелге Дубайға бір рет шыққам, бір рет умраға барып келгем, Өзбекстанға бір рет барғам. 3 жер көргем ғой, короче. Қытай ғой. Бір қасыңа біреу барса болады ғой. Ешкім жоқ. Өзіңмен өзің билет алып аласың. Сөйтіп 3-4 күн, короче, ана сабақтарды қараймын, орыстар түсіреді ғой. Как надо посетить, что надо деген нәрселердің бәрін қараймын да, жазамын оны приложение. Alipay, WeChat, бәрін сен дайындап қоямын. Наличка ал деген. Орыстар құртады негізі, осылай. Наличка ал, барсетка алу керек деп қояды, например. Соның бәрін алып алғансың, дайынсың. Ешкімге айтпаймын. Күні ұшатын күні әке-шешеме айтамын, мен ұшып баратырмын деп. Ойбай деп олар енді ол кісілер ондай нәрсені білмейді ғой. Өліп қалмайсың ба аштан бір нәрсе деген сияқты айтады. Жоқ, өлмейміз деп. Кеттік, ұштық. 1,5 ай 0 теңге табыс қой. Ана әйеліме бизнесті берген ғой. Сенікі бұл. Сен бала-шағаны осымен асырайсың, квартираны деп. Саған хадия жасадым деп па? Иә. Сөйтіп өзім құрған бизнесті бердім да, сонымен 15 күннен кейін ақшам бітті ғой. Қарызға ақша бере тұршы деп звондаймын ғой. Ана еркекке қиын екен да, қарызға әйелің айтып, ақша берші қарызға деген. Ана намыстан ұрады ғой. Бір Құдайдың қалауымен тура қайнап кем,
екеуміз бір күнде шығып қаламыз. Келісімсіз. Қайнап келем, ана бір 200 метрлік гостиницада мен мияқта кешке қарай келесеміз, мұңымды айтамын, мен отырып ше. Ойбай, осындай болып жатыр, стресс болып жатыр, бөліп баратырмын деп. Сөйтіп таргет жіберемін, ананы көремін, мынаны көремін. Сонымен 15 күннен кейін ана жігіттер базарда жүреміз ғой. Бір крыло сатамын, бір крыло қалатын 10 000 теңге. Мен қуанып өліп баратырмын маған. Аналар күледі ғой маған. Ол себебі анда 500 000 теңге тауып жүрген, 500 000 теңге таппаса да күнде 50 000 теңге, 100 000 теңге тауып жүрген адамдар ғой. Бір крыло сатып риза ғой мынау дейді да. Ал мен соған қуанып жатырмын, короче. Еще ол косячный болып барады, проблемамен барады. Бәрібір саттым ғой деп қоямын өзіме ше. Бір сатуың ғой негізі. Иә. Сонымен жүрем де сата берем ақындап, бір күні 2 ай өтті, 2 айдан кейін бір күнде 1 000 000 теңге табамын ғой. 1 000 000 теңге тауып ауырып қаламын ғой 3 күн. Неге? Білмеймін, іште сезім, как будто ана ақшаны ұрлап алған сияқтымын ше. Как будто адал келмеген сияқты да. Сразу не әсер етеді сол кезде 1 миллион табуға не әсер етті? Цель бар ғой, мен табам деген ақша бар ғой, например. Жоқ, сол уақытқа дейін сата алмадыңыз ғой. Иә. Вот сата алмадыңыз, бір күнде миллионға сатып жібердіңіз. Иә. Не әсер етті? Анализ жасап көрдіңіз ба сол моменттен? Саталмай келген жолдан алып қалдым деп жатсыз ғой енді. Жоқ. Ол миллион тапқаннан кейін. Мен просто бизнесті қарап тастадым. Бізде ана тема жүрмей жатыр, келесі тема ше. Қай тема? Бірінші әйеліме берген тема жүрмей жатыр. Бала шаға, короче, аш қалады скоро, примерно. Жауапкершілік қайтадан мойныма келді. Одан кейін бұл кісіге күнде сұраймын ғой, ақша түсіп жатыр ғой енді. Ол жерде еще партнерлар бар да, 3 адам бізден ана БАДыды алады. Әрқайсынан 10 000 теңге, 15 000 теңге қалады. Например, 10 БАДы алса, 10 флакон алса, бізде 100 000 теңге бар да. Таксиға 10 000 теңге кетер, тамаққа бір 5 000 теңге кетер. Қайдан қалған ақша қайда? Миыма келмейді, короче. Сонымен, тірлік істейін дедім ғой, примерно. Рассылка жасаймын, видеозвонокпен сөйлесем. Біз осының алдын сату менеджер болып жүрген кезде, ана сабақтарға барғанда, ең бірінші сенің түрің адамды сатуға, например, мен сізден сатып аламын, не үшін сатып аламын? Касание ғой? Касание. Сен туысың ақша бере аласың дейді да, например, досың ақша бере аласың. Неге? Себебі сен оны танисың. Олар да сені тану керек деген нәрсені миыма қоямын ғой, олар мені тану керек деп. Алмаса да күнде заметка жіберемін. Біз осындай, мынандай болып жатыр, мынандай жасап жатырық, бүйтіп жатырық, сөйтіп жатырық деп. Сонымен жігіттер ақырындап бала бастайды ғой. Сонымен бір жігіт 15 күн бойы просто жаңағы сұрайды, мына нәрсе ана клиент сұрап жатыр, не істейсің? Тауып берсей, бүйтсей, сөйтсей. Мен аны табам да, берем. Ол жерден жаңағыдай 500 000 ба 600 000 ба қалады. 200 клиенттен 100 000 теңгеден 200 000 теңге қалған кезде 1 000 000 теңге түседі. Сіз Қытайға кетіп бара жатқан кезде, мен Қытайдың запчастьін сатам деп бардыңыз ба, или қандай цельмен бардыңыз? Или в целом запчасть сатам деп бардыңыз ба? Мен барған кезде 5-6 күн расфокус болды менде. Себебі мен Қытайға барсаңыздар, сіздерге тоже опыт болсын. Қытай бұл үлкен торговый центр сияқты да. Бүкіл нәрсе бар ода ше. Бүкіл нәрсені таба аласың. Сол кезде не нәрсемен баратқаныңды точно біліп бару керексің. Мен бардым 3 күн жаңағы қайнапкемен бірге барып қалдым дедім. Ол кісі люксовый, жаңағы очки бір нәрсе, люкс одежда сатады да. Премиум качество бір нәрсе деп. Ол кісімен жүремін, қызыға беремін ба бүйтіп ше. Лай деп жылтырап бәр нәрсе. Сөйте беремін да, сонымен бір кезде ол менікі емес екенін түсіндім. Сізге түсіп кетеді запчасть. Запчастьқа келгенім есіме түседі ғой, короче. Ешін келген. Есіме түседі да, сонымен ана кісіге айтамын ғой. Жақсылап шығарып саламын да. Өзің істей берші, айналайын. Мен өзім темама барайын. Деймін да, автозапчасть қай жерде бар, қай базарда, қай жерден алу керек. Сол нәрсені зерттеп, 10 шақты күн аяқтан тозамын. Негізі 10 шақты емес, 3 ай бойы аяқтан тозамын негізі. Просто 10 шақты күн просто так кіре бересің ғой. Не сатасыңдар, қалай сатасыңдар, просто визитка аласың деп сөйтіп жүремін. Сөйтіп таргет жіберемін. Әр нәрсеге, например, автозапчастьта мынандай нәрсе болса, осыны тұрамын да, осы нәрсе іздесеңіз деп видео түсіре беремін ғой әр нәрсеге. Соны әр нәрсеге түсірген кезде қандай машинаның запчастьтары болды ол? Қытай не нәрсе бар, соны сала берген ғой мен басында. То есть андай анализ жоқ, иә? Анализ жоқ. Қазақстанда қандай запчастьтар көп алынып жатыр? Қандай случаймен алынып жатыр? GPT-ға саламын.
GPT бар ол кезде. Ерте дамып кетіпсіздер ғой, иә? GPT-ға салам. GPT-ді биыл ғана танып жатырмын. Жоқ, мен ондай нәрсені қазір ана чат-бот деген нәрсе шықты ғой. Ең алғашқыларды оқып алып, мен 4-5 адамға сат жібергем, соны құрастырып бергем негізі. Сондай біз ертерек дамып кетеміз. Андай бар ғой тема, темшік. Иә. Қай тема, сол жерде ақша табамын. GPT-ға салам, не нәрсе қатты сатылады. Олар ходовой бір нәрсе дейді да. Мына нәрсе, мына нәрсе. Оказывается, ходовойды кейіннен білем ғой. Например, 4-5 магазин бар, соны алдайды да біреуіне ала салады екен. Оны заказ беру, күту деген нәрсе жоқ екен. Мен ходовой ұстап аламын, например, рычаг ұстап аламын да. Мынандай оригинал рычагтар бар деп салып қоямын. Мынандай генератор бар деп салып қоямын. Өзіңіз негізі көліктен қандай навыктарыңыз бар? Барма шұқып көрген, каботаж көрген? Самосвал машина айдадым ғой. Өзім айдадым оны жарты жыл. Сәл-сәл бар. Сәл-сәл бар. Бірақ андай жаңа темшік деп отырсыз ғой. Мен просто отырамын да зерттей беремін, болды. Бір бұрын істеп көрген деген нәрсе жоқ. Вижу цель, не вижу преграды. Да, моменте ғой, короче, моменте. Қандай косяк шығады, сол нәрсенен обучение алып кете береміз ғой, қарайша. Не нәрсе бар, сол нәрседен обучение алып кете береміз. Опыт ретінде. Ал менде андай жоқ екен, алдын ала қатты бір зерттеп, мынау зерттесең қиындықтар көбейіп кетеді да. Сол нәрседен қорқамын да мен ше. Қатты зерттеп берсең қиындық көбейіп кетеді. Дәрінің побочный эффектісін оқымаймыз ғой. Тура сондай ма? Иә. Қатты зерттесем қиындық көбейіп кетеді сияқты, сонымен сәл поверхностно зерттеймін да. Не нәрсе сатылады, не нәрсе сұраныста, мынандай нәрселер бар екен деймін да. Не нәрсе жоқ деп сұраймын еще Қазақстанда. Қанша уақыттан кейін қайтып келдіңіз? 1,5 айдан кейін. 1,5 айдан кейін. Иә, 1,5 айдан кейін. Себебі қандай доходпен келдіңіз? 2-3 миллион теңге алып келдім мен. Өзіңізбен? Иә. 2-3 миллион. Той жасап жүргенсің, сол ақша. Мәс. Қалай кетті? Кім тойын жасадыңыз? Ұлымның сүндет тойын жасадым. Осы жерден қайтсем екен. Өлтіреміз оны нәрсені. Күшті, одан кейін? Сонымен келем да, бағдыға жаңа нені сол жақта жүріп, ақырындап нені оқимын ғой, чат-бот деген нәрсені. Чат-бот через искусственный интеллект саған жауап береді толыққанда. Бізде барлығы 100 000 теңге сатып алған нәрсені біз минимально чек қойып жатық та, 5 000 теңге пайда табатындай примерно. Сонымен айтамын ғой, мен сонымен ауырам. Әйеліме бергем, сол нәрсені той жасап жатырмыз, ортасында ананы құтқарып жатырмын ғой. Өліп бара жатқан бизнесті құтқарып жатырмын. Салып жатыр ақшаны, салып жатыр. Құтқару үшін сіз қандай жол көрдіңіз? Әйелім мойнындағы алтындарды көрдім ғой. Мен жоқта сатып алған ба доходтан? Жоқ, өзім сатып алып бергенмін оны. Бірақ андай, егер керек нәрсе болған кезде сен маған бересің деп келісіп алған ғой. Хорошо деген. Подушка безопасности. Иә. Неғып қазақтың әйелдер неғып алтын алғыш десем сонда екен ғой, иә? Сөйтіп бұл кісіге айтамын, давай, қой, ананы құтқарайық, шығарайық бері қарай. Еще прикиньте, сол кезде TikTok, бады, көмектесеміз, андай деген любой сөзді блокировать етеді. Еще TikTok-тың бір жаман жері, например, сіз $100 саласыз, $100 саласыз, образно рекламный аккаунтқа моменте блокировать етеді. И ана ақша сол күйеді ғой ішінде. Например, Facebook блокировать етсе, ол сол кездегі остатокпен блокировать етеді да, сенің счетыңда тұрады ақша. Сол жерден снимать ете береді. Анада TikTok-та жаман. Сондайсы. Бірақ TikTok-тан арқасында біраз уақыт ақша істедік та, біз себебі бір лид Инстаграмда $1 тұрған кезде TikTok-та 10 цент тұратын. 10 есе арзан лидпен ұстады да бізді. Сонымен өмір сүріп қалдық та біз біраз. Соны TikTok-қа сала берген айналып келіп. Сол жақта аудитория деп. Итого спасли, бизнес нет? Ол батып кетті. Батып кетті сол ке. Біраз уақыт бізді батырды. Мен ойлаймын, бұл дұрыс анализ жасамағаннан шығар. Иә. Мойындайсыз ба? Білімсіздіктен ғой. Қазіргі оборот қандай запчастьта? Примерно 20 миллион бар оборот. Плюс-минус. Қалай сатыватсыз? Бізде 3 жол бар. Біріншісі Instagram, таргет арқылы. Екіншісі колеса OLX. Үшіншісі базардамыз ғой біз. Сол жердегі адамдар арқылы сатамыз. Қандай запчасть сатасыз? Бізде кузовный ғой негізі. Кузовқа байланысты. Бірақ ходовойлар кішігірім бар. И потом на заказ ұстаймыз біз.
клиенттарды. Ақша төлеймін, сіз алып келіп бересіз. Қанша уақытта келіп бересіз? 14 күн. Жалпы қазір сіздің сатып жатқаныңыз Қытай машинасының кузов запчастары. Иә. Қанша жұмысшы бар? Менің өзімде бір жұмысшы, бір көмекші. Бір жұмысшы менеджер, жай ғана бір көмекші. Менің просто так жаңағы финансқа байланысты толтыратын деген сияқты любой нәрсені бере беремін, ол сол толтыра береді. Должності көмекші ма? Должность көмекші ғой айтқанда. Қайда істейсің сен? Көмекшімін. Қалай былай? Менеджер по продажам бар, иә? Менеджер по продажам бар, иә. Жақсы. Ол көмекшіге бір должності күштілеп беруге болатын екен? Ассистент деп айтамын, не деп айтамын, білмеймін енді, оның нәрсені ойлап көрмеппіз. Енді ИП бар ғой, иә? ИП бар. ИП ТО Бар. ИП қандай режимде? ИП упрощенка. Салықтың режимі өзгерді. Иә. Қандай хабарыңыз бар? 2 миллиардқа дейін ұра бересің деп тұр ғой. Самый главный 2 миллиард, 2,5 миллиард. Иә. Енді оқет қандай? Ондай нәрсені ана кісіге қоясыз. Жалпы қанша оқет бар екен? Мен хабар жоқ, біз ақшаны алып келеміз, санап, осы кісіге осындай үйіміз. Бұл кісі соны дальше, короче, финансты. Бұл кісі сізде кім болып істейді? Негізі бұл кісі істемейді. Бізде екінші сала бар да, жаңағыдай финанс услуги ғой. Консалтинг. Консалтинг форматта. Бірақ консалтинг ретінде услугаға ақшасын төлейсіз ба? Төлемеппіз. Жалпы кім болып істейді бұл кісі сізде? Стримерша дегенсің ба? Жақсы. Стрим жүргізеді, мықты жүргізеді. Бір отырған кезде 200-300 адам смело отырады эфирде. Бұл негізі жақсы көрсеткіш. Именно сол салада. Кузов сата ма бұл кісі? Кузовтың запчастарын сата ма? Жоқ, өзінің услугасын сатады. Қазақстанда именно осы салада номер 1 деп айтса болады. Не бойынша? Стример бойынша, стрим бойынша. Басқаларында бір 5 адам, 10 адам отырады да. Консалтингта ма? Иә. Жақсы, қазір запчастқа оралайық. Енді қазіргі бизнесте қандай проблема бар? Проблема, бірінші мен нелерді басқару бойынша проблема. Жаңа айттым ғой, басына бастап. Кімді басқара алмай жүрсіз? Бір адамды дегесің. Жоқ, сол басқарумен проблема бар да, мен сол себепті де өсе алмаймын. Ол кісі қандай шартта сізде? Таза пайдадан 20% алады. Ойба, мен де жұмыс жасайыншы сізде. Таза пайда қанша? Таза пайда 4-5 миллион теңге ғой. Таза пайда 4-5 миллион теңге. Айна. Оны қалай есептейсіз? Бізде айдың соңында, негізі жаңа неміз бар деп отырып қой, көмекшіміз. Сол күнделік доходтар мен расходтар жазып отырады бизнестағы. Таблица форматында. Даже бизнес неге байланысты автозапчасть образно Қытайда мынанша теңге сатып алынды. Доставкасы мынанша теңге болды. Жолдағы белгілі бір проблемалар туындауы мүмкін ол. Себебі ол Қытайдан келеді, 2 граница өтеді. Бізде Қытайға келіп, Харгостен Софура берға өтіп кетпейді да. Сол жерден разгрузка болады. Детальдар майысады, жаңа сынады деген сияқты. Ол енді запчастьқа қатысты шығындар, иә? Иә. Одан бөлек қандай шығындар бар бизнесте? Бизнесте аренда, бірақ аренданы біз неге кіргізмейміз, пайда шығын деп. Ол сатқан табысынан, таза пайдасынан алады. Например, жаңағы сол запчастьқа байланысты. Одан кейінгі расходтар менің мойнымда. Например, жаңағы аренда, зарплата деген нәрсе ол кісіге мойын кірмейді да. Жаңағы егер налог болса, налогты алып тастаймыз. Соған дейін чистый деп айтып жатыр ғой, чистый прибыль сондай. Ол кісі ақшаны қалай алады? Наличка болмаса перевод қой. Хорошо, қандай жиілікпен алады? Жеңілдікпен? Қалай күнделікті аламын ақшаны? Жоқ, айына бір рет. Айдың басына 1-нен 10-на дейін алады. Бизнеста кредит бар ма? Кредит емес, қарыз бар. Қандай қарыз? Бір кісіден инвестиция ретінде ақша алғанбыз ғой. 4 миллион теңге көбіміз. 4 миллион? Иә. Оны қалай беріп жатсыз? Беріп жатқан жоқпын, мен қазір 12 миллионға товар естілді ғой. 12 миллион теңге товар сатып алдық біз. Доставкасымен қосқан кезде. Соған алғанбыз ғой біз. Доставканың ақшасы қалды, одан кейін примерно біз 2 айға жауап тастаймыз деп тұрмыз, себебі ол инвестор алған кезде андай бар ма пайызы? Жоқ,
Просто туыс қарыз қарым алдық, қатынас, туыстық қарым бердіңіз. қатынас, иә. Хорошо. Туысқанды қалай табасыздар осындай? Одан кейін қараңыз енді. Хорошо, сіз ай сайын бердіңіз, салықты қаншалықты жиі төлейсіз? Жиі емес, сол 6 айда бір рет қой. А бірақ ай сайын беріп жатсыз. Иә. Салық қай жерден алынады? Салық ИП-дан сол жерден алынады ғой. Қалай? ИП-дан салық қай жерден алынады? Ну, мысалы, мен сізге беріп жатырмын ай сайын, таза пайдан есептедім. Иә. Таза пайда есептеген кезде салық есептеген жоқсыз, потому что төлеген жоқсыз. Есептедім, бірақ төлеген жоқпын. Алып тастайсыз. Иә, алып тастаймын. Салық қанша пайыз төлейсіз? 3%. Банктың комиссиясы? 1% ғой. Алына ма ол? Честно. Алынады. Честно. Неден алынады? Таза пайда есептеген кезде Алынады, иә. банк комиссиясын алып тастайсыз ғой, иә? Біз 5% деп аламыз, общий. Например, жаңа 4% болды ғой негізі. Мен 5% деп аламын. Себебі, енді, например, услуга бар, финансовый услуга. Постоянно біз 50%-ын, 30%-ын біз былай жібереміз, жаңа ИП-ға жібереміз да. Біз базардамыз ғой, 70%-ын налым, иә. Біз клиенттерге айтамыз, егер... Алуға қалай айтесіз? Жоқ, егер айтамыз, бізде клиенттерге айтамыз, екі түрлі баға бере аламыз да. Сен қандай жол керек саған? Например, себебі бізде үлкен машина соғып қалады образына, 1,5 миллион теңге, 2 миллион теңге товар заказ береді. 5%-ын қоссаң, ол жерде нормальный ақша ойнап кетеді да. 100 мың теңгеден ар жақ бер жағын ойнайды. Клиент қайтасың, мынандай услуга бар, или без деген. Нал берсең 5% скидка жасайды. Иә. Қайсысын аласың деймін. Олар обязательно алады ғой, короче, наличка дейді да. И потом біз договор жасаймыз, как положено. Договормен 50%-ын аламыз, 50%-ын келгеннен кейін төлейді клиент. Қарап, көріп, зерттеп, тексеріп деген сияқты. А сол запчасть келмей қалды? Или уақытында келмей қалды? Ол нәрсенің барлығы указать етілген договорда. Ну, указать етілді. Иә. Сол договорды оқып қол қойған адам бар ма? Оқып қол қойған адам дегенде бердік, танып шығыңыз дейміз. Танып шықса да, шықпаса да әйтеуір ақшасын жібереді. Ну, қараңызшы, Қытаймен доставка деген любой бизнесінде белгілі проблема бар. Бар. Вот бәріміз мойындайықшы, оны былай жасырудың қажеті жоқ қой, шындық айтуға келдік, иә? Вот Қытайдан келеді, либо не то келеді. Почему мен Қытаймен бизнес дегеннен кішкене қорқақтаймыз? Былай сақтаныңыздар деп айтамын да. Потому что қарасын заказ берсең ағы келеді. Ағы келсе де қисығы келеді. Или уақытында жетпей қалады. Осы проблема бар ғой? Мойындайықшы? Енді біз 95% деп алсақ, 95% идеальный келеді да. Факт в том, что бар, иә? 5% бар, 5-10% бар. Неважно, 5-1% болсын бар. Бар. Осы ситуацияны қалай шешесіз? Мен клиенттің жағындамын, честно, клиенттің жағындамын. Клиентқа қойып беремін. Например, недавно келді бір капот образына. Келді, ол идеально берген, идеально емес, ремонтталған келді. Мен ана жақтан қайтадан алдырттым да салып жібердім. Мен осы жерде былай айтатын едім, егер 10% деп алсақ, например, 10% проблема бар, бірақ 90% проблема жоқ. Мен 90%-ындамын да, себебі лучше мен 20 миллион теңге оборот жасап, 5 миллион теңге табыс табайын да, айына 400-500 теңге или миллион теңге мен проблемаға берейін, и 3 миллион теңге қалтамда қалсын, чем осы проблемадан қорқып, о нәрсені жасамаған қарағанда. Лучше проблема болсын, бірақ аз пайыз. Например, бар, 500 теңге бересің айына. Расходтар бар, 500 теңге, 600-700 теңге, иногда 1 миллионға шығып кетеді. Осы расходтар алына ма айлық есептеме жасаған кезде? Перерасчет жасалынады. Перерасчет, мысалы сіз артық төлеп қойдыңыз, ол ақша қайтара ма сонда? Ол, например, келесі айдың зарплатасына қысқарып қалады. Ол жұмысшыны қайдан таптыңыз? Общий таныс арқылы, менің інімнің досы. Қандай критериймен, неге именно сол кісіні аламын деп шештіңіз? Себебі бірінші сабырлығы бар. Сабыр. Клиенттер енді, например, 100 клиент жасса, ол 100-мен, например, біреуге 100 клиент жасса, 50-нен кейін уже түрі өзгеріп жауап береді, ал ол стабильный жауап бере алады. Сабырлы. Потом анай чувствовать ете алады адамдарды. Например, сізді алады, сіз жібереді да, іздеп келіңіз дейді, например. Жібермеу керек кезде жібермейді, ұстайды. Қараңыз қазір тез қарап беремін, бүйтем деп алып қалады. Сол нәрсені чувствовать етеді. Ал мен сол нәрсені көрдім да, и маған удобно болған нәрсе жаңа нәрсенің барлығы. Қайдан опыт алдыңыз таза прибыльдан 20% төлеу дегенді?
қайдан опталдым? Мен оны 10% төлеп көргенмін, адам тоқтамады, короче. Келмейді. Жаңағы не деп айтады өзі? Келеді, кетеді. Адамдар жалақыға келген кезде не маңызды? Не үшін адамдар найымда жұмыс жасайды? Стабильность қой. Сіз пайыз төлеген кезде бір күн бар саудаңыз, бір күн жоқ. Мен олардың базовый потребностьтарын жауап қойғам. Мен братишкам деп отырмын ғой, інім, ана кісінің сатушысы. Досым менің сатушым. Ол кісі прямой эфирде отырады, түскен лидтарды обрабатывать етпейді. Жаңа кісі обрабатывать етеді. Например, інім, досым дейсіз ба? жоқ, інімнің досы. Жаңа айттым, інімнің досы, менің сатушым. Менің інім, ана кісінің сатушысы. Туған інім емес, туысқан інім да. Енді екісі ғой бізде жұмыс істейтін. Сіздер туысқанмен жұмыс жасау деген бір коуч шығарасыздар ау. Мы такое не практикуем. Жаңа екі кісіге аренда снимать етіп жаңа квартирасын снимать етіп беремін. И айына 50 000 теңгедей примерно продуктысын ақша беремін. Что базовый уайымдамасын. Хотя 200 000 теңге тапса да, 200 000 теңгесі қалтасында қалады. Сонда сіз бір жұмысшыға ай сайын қандай шығын шығарасыз? Сол сомасын айтыңызшы. 70 000 теңге, 80 000 теңге ғой. Именно не бойынша? Зарплата бойынша. Айына 70-80 теңге зарплата форматында. Бірақ ол зарплата емес, жаңағыдай аренда төлеймін деген и продуктыға ақша беремін де. Арендаға 70 000 теңге төлейсіз ба? Квартира біз Бағорда деген не ғой, Рысқұлованың. Соның жақын жерлерінде. Ол районда квартира Абаядағыдай бір 400-500 000 теңге квартира жоқ ол жерде. 100-150 000 теңге квартирасы. Ол жақта басқа әлем ғой. 70 000 теңге төлейсіз ба? Енді екі адам ғой. Екеуі бірге тұрады. Екеуі бірге тұрады. Жаңағы жұмысшыңыздың шарты қандай? Қандай шарты? Екіншісі ма? Иә, жалақысы қалай? Ана кісіде таза пайдадан 25% алады. Жоқ, сіздің жаңағы жұмысшым, көмекшім деген. Көмекшім, ол таза пайдадан 20% алады. Ол да 20% ала ма? Иә. Сізде 60% қалады. Менде 60%. Примерно 60-40%. Негізі одан да аз қалады ғой, былай қарасаңыз. Вообще, сіздің жалпы бизнесіңізде маржинаңыз қандай? Бізде 35%-дан басталады жоғары. Наценка 35%-дан жоғары. Наценка қандай, маржа қандай айтып жүріңізші осы жерде? Наценка бізде 35%-дан жоғары, иногда болады, 1-1 болады. Детальға байланысты, әрбір неге байланысты. 1-1 болады, окей. 1-1. А маржа? Маржа осыдан айттым ғой, жаңағыдай 35-40% маған чисто қалады. Таза қалады. Жоқ, маржа, вообще маржа, наценка, чистая прибыль разные вещи. Чистая прибыль 35-30% маған қалады, жеке өзіме. Таза пайдасы. Таза пайда. Мысалы, бір есік келді. Средний чек қандай? Средний чек 350 000 теңге, 400 000 теңге бізде. 350-400 000 теңге. Получается, в основном кузов. Иә. ЦА кім бізде? Целевая аудитория кім? Целевая аудитория машинасы бар жігіттер мен қыздар. Средний жасы 25 жастан жоғары. 40-50 жасқа дейін. 40-50 деп аламыз біз примерно. Бүкіл Қазақстан проблема жоқ. Біз бүкіл Қазақстанға отправка жасаймыз. Целевой сондай машинасы бар. Еще қытай машинасы. Емкость рынка зерттеп көрдіңіз ба? Емкость рынка зерттеп көрмедім. Хорошо. Жұмысыңызбен түсіндім. Қайдан таптыңыз, қандай шарттар, оған 70 000 содержаниясын төлейсіз. Ай сайынғы сонда 20% қанша шығады? 20% айына алдыңғы ай 500-600 000 теңгеден тапты да, бірақ косяктармен 400 000 теңге болып қалды. Сондай, короче, 500 000 теңге, 600 000 теңге, 400 000 теңге. Орта есеппен бір 400-500 000 алады. 400-500 000 теңге алады. Тазасы ол, ол кісіге түсетін. Таза болады да уже себебі. Сіздің прибыліңіз 4-5 миллион. Себебі мен өзім де сатамын ғой. Ол кісі... Өзіңіз де сатушысыз ба? Менде өзімнің базовый клиенттарым бар да. Бұрыннан келе жатқан. Олар ол кісіге обращение жасамайды. Бермейсіз оны. Масштабқа шыққым келеді. Бізде андай ғой, проблема негізі салыстырудан пайда болады да. Қасында бір жігіттер бар, 2000 квадратта отыр. 2000 квадрат деген ол бір целый состояние ғой. Миллиардтар жатыр ана жерде ше. И мен солармен конкурировать еткім келеді. Менде қазір сол мақсатым главный. Аналарды күнде көремін да, іштен көре алмаушылық сезімі жыбырлап шығады. Мойындау күшті, иә? Аха, күшті, супер. Енді 2000 квадрат істеп жатқан конкурентіңізді қалай зерттеп көрдіңіз? Барсам, постоянно очередь тұрады. Очередь адам. Еще бағалары нереально да?
мен, например, кішкентаймын ғой, негізі. Қалай айтсам екен, олар океан болса, мен мынандай 0,5 сумма ғой, қарап тұрсаңыз. Свечи бар, образдан. 4-еуі 30 мың теңге тұрады да. Оның себестоимость по-любому ниже болады менен. Себебі ол, миллиардқа закуп жасаған кезде мен миллион теңгеге закуп жасаймын. Маған по-любому қытайлар қымбат бағамен береді. Доставкасы оның арзан. Бүкіл нәрсені зерттегенбіз ғой енді. Оған ана свечи 7 мың теңге емес, 5 мың теңге келеді. Маған 8 мың теңге келеді. Бірақ ол андай қояды да, короче. Соған қызығамын. Ана қытайлар оған зависимы да. Мен, например, қытайларға зависимы болсам, олар оған зависимы. Наоборот. Басқа қай жағынан чем они лучше? Не істеп жатыр? Потом оларда, например, мен бүкіл нәрсеге жүгіре беремін. Разнорабочийсің ғой. Стеллаж құра саласың, сварщикпен, короче, қасында ұстап тұрып помощник бола саласың. Операционға кіріп алып, соның кайфында жатқан кісі ғой, иә? Рекламный баннер болса, дизайнердің 4-5-еуімен қасында отырасың. Өзін танып отқан адамдар бар ма? Иә. 4-5-еуімен қасында отырасың. Бір кезде грузчиктің орнына өзің грузчик болып жүресің. Карго компанияның қасында жүресің. Неге деген сұрақ? Неге? Адам жұмсай алмайсыз ба, или жалқыма қосымша адам жалдауға? Адам найымда, айттым ғой, менде проблема бар. Тағы да айтайын. Давайте проблеманың қай жерінде тұрғанын точно айтайықшы. В чем проблема? Адам тауып тұрсыз, условия беріп тұрсыз, жағдайын жасаймын деп тұрсыз. Проблема в чем? Например, мен каргодан доставканы бері қарай алып келетін, постоянно бізге қарай алып келетін адам жалдасам, оған зарплата беруім керек постоянно. Еще тағы бір проблема, карго компаниялар наличка алады, доллармен алады да оларша. Егер жұмыс жасап көргендер болса, барасың Ащыбұлақта 15-20 километр, 40 минут уақытың кетеді в одну сторону. Ортадан Айнабұлаққа кіресің, МИГтан ең арзан курсты аласың, басқа неге кірмейсің обменникқа. Там образно 2000 доллар болса, оған 3 теңге, 5 теңге қосылады. Егер наличка теңгемен апарсаң, 2000 доллар, примерно миллион теңге, 5 теңге қосыла берсе, ол 10 мың теңге сол жерден ұтыласың сен, біріншіден. Екіншіден, егер сен наличка емес, мына жақта отырып удаленка жібер десең, 3% қосылады. Миллион теңгеге 3% деген қанша теңге? 30 мың теңге ма? Примерно, 30 мың теңге. Сонда 40 мың теңге. Мен бармасам, сол жерге өзім шешіп алып, сол жерге бармасам, мен 40 мың теңге мен ұстамын. Уже. Миллион теңгеге закуп жасайын десем. Средний чек 150 мың. Жоқ, например, 150 мың теңге. Доставка ол жерде бір адам кіре алмайсың ғой сен. 5-6 адам клиентіңе кеп тұр. Сен закуп жасайсың, олар үшін закуп жасап бересің. Жоқ, Нұрдәулет мырза, қараңыз. Давайте былай, темадан ауыспайық. Проблема менде найым адамдармен дедіңіз. Осы жердегі точный информация айтыңызшы. В чем проблема? Төлеу? Төлеу. Кассовый разрыв? Кассовый разрыв бар ғой? Сенбеу де бар, кассовый разрыв бар. Мен адам баласына сенбеймін негізі. Әйел ме, әрің сенемін. Клиенттер сонда сізге қалай сенеді? Мен договор жасайын, соған мен өзім біраз нәрсе қойып алғанмын ғой сондай ше. Мен өзім ешкімге сенбеймін. Клиенттер айтады, братан, мына затты сала берші пока дейді да. Там, например, деп жатырмын ғой. Сала берші дейді. Иә деймін да, орап қоямын да, күтіп отырамын ақша сағанша. Ақша сағаннан кейін ол кетіп қалды деп видео фотосын жіберемін. Ну, мысалы, сіз 50% алдыңыз. Мен сізге сеніп ақшамды тапсырдым. И мен, представьте себе, айтамын, что-то Нұрдәулет мырза, сенбей тұрмын сізге. Как вам? Сендіретін нәрселерді жасаймын ғой, мен бүкіл нәрсені придумать ете беремін дальше. Сенгенше. Клиент сенгенше жұмыс жасайсыз, бірақ жұмысшыға сенгенше жұмыс жасамайсыз. Ортада, вот честно айтыңызшы, жаңа жұмысшымен қандай қағаздарыңыз бар? Договор форматында ма? Вообще қандай қағаз бар? Қағаз жоқ ешқандай. Устный договор ғой. На честное словие. Иә. Ой, рахмет. Рахмет үлкен. Бақытгүл ханым, жаным. Үлкен рахмет. Енді ортада ешқандай қағаз жоқ. Аяқ асты ол кетем деп қалды. Қалай кетеді? Пойызбен дегенсің ба? Білмеймін ғой, қалай кететін. Андай бір придумать етіп көрмедім. Бірақ қазір сол неге келатырмын да, короче, придумать ету керек деген нәрсеге. Себебі осыдан алдын мен бүкіл нәрсені жұмысшыға емес, магазин құру керек, үйту керек деген нәрсені ойлап жүрдім. Қазір бүкіл нәрсені бітірдім. Масштабқа шығу, қазіргі цель? Иә. Масштабқа шығудың проблемасы жұмысшы ма, оборот па? Жұмысшы шығар.
себебі жұмысшы болмаса мен бір өзім ол нәрсемен жете алмаймын ғой. То есть оборотпен проблема жоқ, табуға болады. Негізі сатып беруге болады. Сатудан проблема жоқ бізде. Жоқ, жалпы оборот деген Ақша. закупқа ақша салу. Закупке ақша салу. Сала беремін, оның проблема көп тұрған жоқ. Проблема жоқ, иә? Проблема тек жұмысшыда. Жұмысшы. Окей. Енді мынандай сұрақ. Өзіңіздің жеке басыңызда қарыздар бар ма? Кредиттар? Бар. Қандай? 200 мың теңге кредитім бар дегенсің ба? Машина бар, кредитта. 270 мың теңге. Автокредитта, иә? Автокредит. 270 мың теңге төлеймін. Машина қандай суммада тұрады? 11 миллион. 11 миллион тұрады. Иә. Ол автокредитта. Автокредитта. Тағы қандай қарыз бар? Өзімнің басқа адамдардың атына алған нелерім бар, примерно кредиттарым. Общий сол 500-600 мың теңге кредит бар бізде. Ай сайын төлейтін ба? Или общий суммасын? Ай сайын төлейтін. Ай сайын төлейтін. Иә. Напрягай? Вообще. Вообще не напрягай. 0. Спортпен айналысасыз ба? Айналысамын. Қандай? Фитнесқа барамын, бірақ и бір жарым ай болып, что-то энергия жоқ оған. Энергия жоқ. Неге? Цель басқа болып тұр да қазір. Қандай? Жаңағы магазинде үлкейттік қой біз. 2 айдың көлемінде өзім үшін нереально жұмыс жасадым негізі. Әйеліміз екеуміз, Аллахтың қалауымен. Біз осының алдын айында істедік. Айттым ғой жаңағы, біз автозапчасти бастадым. 2,5 миллион, 3 миллион теңге алып келдім да той жасап тастадым ғой. Одан кейін ана салаға салдым ақшаны, кассирға кірдік. Сонымен ақша жоқ, ешнәрсе істейтін. Минустамыз, минус 2 миллион теңге ма қарыз жатырмыз. Жаңағы әр жақтан алғанбыз, ломбард қойғанбыз. Сонымен қарызға кіріп, найымға кіріп кеттік. Басқа адамға жұмысшы болып кірдік. Ұзақ уақыттан кейін қайтадан найым. Келістік, 300 мың теңгені 600 мың теңге аламыз зарплата деп. Бізде айлық расход көпті 750 мың теңге ма, сол кезде сондай болған. Найымда жүрсіздер, иә, сонда? Мен 150 мың теңге ғой, еще жемейсің, ішпейсің соның өзінде. Ал менде проблема күнде таңертең кофе ішуім керек мен, обязательно. Ритуалым менің ше. Медитация форматында отырып, отыруым керек, крутой деп сезінуім керек. Состояние келіп алу керек. Состояние шақыру ма? Келіп алуым керек, одан кейін кіремін жұмысқа. Күшті. Қандай проблема болмаса да сондай менде. Жақсы завтрак ішемін, болмаса жақсылап кофе ішемін. Как надо себя любить? Сөйтіп жүреміз да, жұмысшы, жаңа жұмыс беруші біздің әйелімізді 300 мың теңге жоқ, шығарып жібереді. Мен 300 мың теңге тауып отырмын, аренда 250 мың теңге. Только квартира. Бала-шаға үйде. Сонымен 3 бала-шаға үйде болып, представьте, короче. Кемаламайсыз ғой, примерно ше. Қараңызшы, уровень бар да? Иә. Уровень дохода и уровень вашей жизни. Иә. Қандай баланста? Баланс жоқ па? Сол жерде баланс болмады, жаңағы найымда. Найымда жүргенде вообще баланс болмады. Сонымен 3 айма жүрдім сол жерде. Біз кетіп жатырмық қой, айына 300 мың теңге, 250 мың теңге, 400 мың теңге әр жақтан кассирға кіріп жатырмық та, короче. Сонымен іштен сезім берді ғой. Короче, лақтыру керек мына жерде. Өзім ісіме келу керек. Бір 2-3 алтыны қалған ғой мойнында. Бітпей жатыр ғой алтыны ше. Енді біреудің мойнынан алтын көрсем инвестиция көп деп болатын болдым ғой мен. Сонымен әйеліме айтамын, примерно осындай квадрат жерден базардан точка аламыз. 100 мың теңге ма, 80 мың теңге ма аламыз да. 40 мың теңге витрина не жасаймыз? Реклама. Осының алдын өзіме фаралар алып келгем, 10 фара бар, артында тұрады. И 2 стол бар. Бизнестің форматы осындай. Сөйтіп кіреміз. 5-6 ай бұрын. Примерно 6 ай бұрын ба, иә? 6 ай, 7 ай бұрын. Амазон солай басталған деп бастап кеттіңіз ғой, иә? Сөйтіп кіреміз да, 2-3 ай жүреміз, 2 айдан кейін Қытайға кетемін. Қытайдан келемін да, үлкен квадрат аламыз. Үлкен квадрат деген 16 квадратта жер аламыз. Осындай жер ғой. 4 адам отырмыз сол жерде. Одан кейін тағы бір айдан кейін тағы да сондай жер аламын. Тағы бір айдан кейін одан үлкен жер аламын да, бір склад аламын. Қазір қанша квадрат? Квадрат не помню. Короче, негізі арзан ғой. Квадрат несі, помещениенің өзі арзан да бізде ше. Вообще бизнеста бір конкретный бір точный цифра білетін показательдеріңіз бар ма? Біз айына 300 мың теңге аренда төлейміз. Аренда. Ол қымбат емес, бірақ квадрат үлкен. Себебі ол жердің... Қанша квадрат не важно?
47 ма бір не біздің только магазиннің формасы, ар жақта склад бар. Оборотта точно қандай суммада товар бар? Оборотта қазір 13-14 миллион теңге бар суммасы. Себебі бізде машиналарды кесіп алып келеміз. Целый машинаны кесіп алып келеміз. Ол жылдам өтеді. Себебі бізде Қазақстанда ультрафиолет деген шықты ғой қазір, эксперттер көбейді ғой. Иә. Эксперт көбейгені менің жұмысымды одан сайын жақсартып жіберді. Себебі мен авторазбормен айналысамын көбінесе. Пат толщиномер, пат ультрафиолет әкеліп беремін. Клиенттер сізге келеді, машинасын соққан кезде, иә? Соққан кезде келеді. Тілеу жаман бизнес екен, иә? Біреу машина соқса екен деп отыр. Қызық нәрсе болды, былтыр қыста, енді Құдай сақтасын, ақша болмай жатқан кезде алғашқы гололед дейді ғой. Сезон басталды ғой деп қоясың. Құдай сақтасын, иә. Так, басты сұрақты ұмытып кетіппін. Бизнес қалай аталады? Бізде ма? Аты Саф Автопартс. Қалай? Саф Автопартс. Саф деп. Ол қалай аударылады? Саф деген, саф деп тұрады бізде только. С-А-Ф-Шар. Саф дейді. Автопартс деген автозапчасть қой негізі. Иә. Просто күшті естіледі автопартс деп. Жоқ, сафтың мағынасы? Мен просто қызымның, алғашқы қызым Сафурада. И бұрын маркетингті оқығам 2 адамнан. 3 әріп, 4 әріп брендке жақсы деген да. 3 әріп, 4 әріп. Бренд құруға ыңғайлы. Например, Zara деген сияқты ғой енді. Stradivarius деген тіл келмейді ғой, например, ше. Nike деген сияқты. Stradivarius біліп тұрсыз ғой, сэр? Ну, енді көп, енді сәл богатый өмір сүрсең естелегесің ол нәрселер. Богатый мышление қойған атау екен, иә? Хорошо. Саф Автопартс. Иә. Окей. Логотип, брендбук? Бар. Қандай? Логотип бар, как положено, и потом бізде магазинде жақындаған термо не алдым да, принтер ше. Кіреді, бүкіл жерде, короче, ценникпен тұрады, сәл қымбатырақ бағамен. Там кесе 5% скидка деген сияқты, скидкасын 5 теңге береді. Хорошо, бизнеста стрим, таргет, вообще қандай рекламалар жүріп жатыр? Таргет жүреді. OLX тоқтаңыз. Таргет жүреді, иә? Таргеттағы реклама қандай? Видео, сурет? Видео. Видео. Не айтылған? Бірінші хук, мен оқығанмын мен. Хук, как положено, офер. Проблема, короче, ушықтырасың, и потом решениесін айтасың, и президент Например, қазіргі видеоңыз қалай звучит? Образно, бізде мынандай Қытайдан запчасть заказ бергің келеді, бірақ қорқасың. Онда осы видеоны до конца қара. Себебі біз осындай компания, орналасқан жеріміз осыншама, біз как положено 50% төлейсің, 100% төлеудің қажеті жоқ, және де как положено договор бар, печати бар, қол қойылады, күн жазылады. Безопасность береміз. Потом жылдан төмендегі сілтемеге көр, және де қанша рет түсіп тұр? Бізде 80-70 центтен келеді. Қанша лид түсіп тұр? Күнделікті только Инстаграмның өзінен 20-25 лид түседі. Обрабатывать етіп үлгереміз. Инстаграм таргеттан? Инстаграм. Оны кім обрабатывает? Жаңағы жігіт. Жаңағы партнер? Иә, партнер. Негізі жұмыс шығада келмейді екен аты? Бұл партнерға келеді екен? Иә, партнер ғой, негізі. Партнер, иә? Өзінде легче да. Бірақ ортада қағаз жоқ. Сосын қараңыз енді. 20-30 лид келеді. Қаншасын сатылады? Бізде пайыз негіз төмен. 5%, 3% таза сатылым несі. Сатылым көрсеткіші ма? Көрсеткіші. 30 адамнан сонда қанша адам алады? 2 адам алады, 1 адам алады? 2 адам алады, 1 адам алады. 2 адам алады, 1 адам алады, иә? Таргетке қандай бюджет қоясыздар? Таргетке айына... Күніне? Күніне. Күндік? 10-15 доллардан қоямыз біз. Себебі екінші не бар? Поток бар. OLX колеса. Оны обрабатывать үлгеру керек. Одан кейін келесі адамдар өтеді. Ары бері. Оны обрабатывать үлгеру керек. Потом мен айтам, повторный касание. Бір күні, аптасына бір күн. Бәрін жаңа партнер жасайын ба? Жасайды. Және де қасында көмекшісі бар ғой. OLX-тан қанша түседі заявка? OLX-тан күнде өте көп адам хабарласады. 20 адам, 25 адам смело хабарласады. Ол жақта конверт продаж? Ол жерде бір цифра жоқ конкретно. Себебі бізде наличие болмай қалады товарларша. Біз баға береміз, оған дейін короче наличие табылады деген сияқты ғой. Бізде ол нәрсені специально жасаған себебі складтар бар ғой. Автозапчастьтің бәрі солай жұмыс жасайды, негізі 90%. Өзінде товар жоқ. Товар бар, складтар бар. Иә, содан короче 15-20 мың теңге қояды, сата береді. Үлгергенше үлгересің, үлгермесең короче келесі адамға хабарласып алып кете береді. Біз сол себепті 4-5 телефон қойып қойғанбыз. 4-5-еуіне хабарласады.
бәрі примерно бірдей баға айтады. Үшіншісінен кейін тоқтайды ана адам. Например, әйелімен хабарласса, баға жаңа естіді ғой, 50 мың теңге деп айтты, әйелім примерно ортасын айтады, 50 мың теңге болады деп. Одан кейін мен айтамын, 49 мың теңге болады. OLX-та бірнеше жарнама қойып тастағансыздар, иә? Бірнеше емес, өте көп, иә. Хорошо, жақсы. Жақсы. Так, OLX колесада? Колесада аз себебі өте қымбат ол жер, потом несі қиын топқа шығушы. Барлығы соны. Клиент база қалыптасқан ба? Бізде ма? Иә. Бар. Қандай? Продажа көп бізде. То есть LTV бар? LTV бар. LTV мен SaaS көрсеткішін былай нетіп көрдіңіз? Оны салыстырып көре алмайсыз, себебі бізде удар жасаймыз ғой. Машина соғылады, сол кезде ғана қайтып келеді да адамша. Ал оған дейінгі, например, белгілі расходниктарды өзің қаласында болады. Например, свечи. Сіз сонда вы хотите сказать, LTV посчитать невозможно? Жоқ, невозможно емес, қиын да біз үшін. Пока что ол цифраға кірген жоқпыз. Негізі возможно. А вообще как считается? LTV ма? Иә. LTV санап көрмедім, бірақ бар. Ми бар, бірақ қай жерде екенін білмеймін деген сияқты. Страшный кәсіпкер, иә. Қараңыз, клиент сізге келді, ол клиент сізге қаншаға түсті? Бір клиенттің құны. Маркетингке салған ақшаны. Бір клиенттің құны 500 теңге. Оны қалай есептедіңіз? 500 теңге именно, ненің 500 теңге емес, қазір айтамын, 300 теңге. Бір клиенттің құны 5000 теңге дейін болады бізге. Бір клиент құны? Бір клиенттің құны. Оны қалай есептедіңіз? Себебі күнделікті продажа бар ғой. Например, күнде бір күні келді, лидтер түсті ғой. Қараңыз, маркетинг пен продажаға кеткен ақшаны бөле салып қойып. Новый клиентке бөлесіз. Маркетинг пен продажаға кеткен ақшаңыз қанша? Айтып тұрмын, күнде 10-15 долларға біз сливать етеміз, береміз. Неге? Таргетке. Бізде таргет ол жоқ. Бір айда 150 мың теңге. 150 мың теңге маркетингге кетті. Только Инстаграмға. Только Инстаграм. В целом маркетингға қанша кетті? В целом 200 мың теңге кетеді. 200 мыңнан аспайды. OLX-іңіз барлығын қосқанда? OLX-ға 800 теңгеден бір объявление бересің. 8000 теңгеге 10 объявление бересің. OLX-та. Одан кейін Инстаграм, таргет, TikTok? TikTok-та просто форматта, лайв форматта түсіре беремін мен. Ояқта TikTok, Instagram қолданбайсыз? TikTok, Instagram'да просто лайв форматта видео түсіремін, например, сторис не түсіремін. Солай кете береді. Солай кете береді. SMM-шік бар ма? Пока жоқ, енді ойлап отырмын. Енді ойлап отырмын. Хорошо. Қазіргі сіздің проблемаңыздың шешімі қандай деп өзіңіз ойлайсыз? Тағы бір продажник алу, бір продажник. Себебі көтеру керек қой. Менде 1 миллиард бір жылда деген цель болып тұрды қазірше. 1 миллиард оборот бір жылға. Ана жігіт біреу үлгермейді. Себебі товарлар келген кезде де ол контроль ету керек. Қай товар қай жерде келіп тұр. 1 миллиардқа бір жігіт үлгермейді деген тезис прям можно. Енді ол қанша адам үлгереді деп ойлайсыз? 2 адам және де көмекшілер. Біреуі, который товарларды алып келеді, неден складпен 2 ортада жүретін. Және бір адам упаковка, грузчик форматында. Осындай 4 адамнан тұратын команда, 5-шісі жаңағыдай ассистент форматында жетеміз деп ойлаймын. Конкурентіңізде қанша адам? Бай жүрегім дегесін. Ол 10 шақты адам упаковочный зонада жүреді ғой. 4 продажник отырады. Тек офлайнда? Офлайнда. Онлайнда? Онлайн білмедім, оны онлайн қараған жоқпыз. Тек ол қандай әдіспен сатады олар? Қандай әдіспен дегенде Инстаграмнан көрдім рекламаларын. Ана оферлерде күшті, 2000 квадрат автозапчасть, любой нәрсені табасың дейді. Көлеммен 2000 квадратты бәрін табасың деп айту үшін. Олар заказбен ала ма? Заказбен де алады екен, жақында ғана шықты бізге. Еще қымбатта олар. Жақсы. Енді жұмысшыдан қорқамын, жұмысшыны басқара алмаймын да. Конкретно егер разбирать ететін болсақ, не мен оны жұмсай алмаймын, не мен одан қорқамын. Ұрлықты қалай тексересіз? Ұрлықты? Сол жерде болу арқылы дегенсің ба? Сол жерде болу арқылы. Просто. Кете алмаймын да мен? Дәретке шықпайсыз. Телефонмен сөйлеспейсіз. Телефонмен сөйлесемін. Товарды қалай учетпен тапсырасыз? Товарды
наличие тұрған товарлар ма? Экзельге толтырып жатырық қазір. Экзельге. Бірақ ол жерде приход, доход, жаңағы кетіп жатқан товарлар бүгін келді, кеше кетті деген нәрсе әлі. Конкурент немен жұмыс жасап жатыр? Экзельмен. Экзельмен. Не деген экзельдер ол? Программа туралы естімедіңіздер ма былай? Анда-санда былай. Не, жаңағы Минимаркет естедіңіз, пик дейді, чик дейді. Иә, естігем. Қиын сияқты бізге ше. Жалпы Экзельмен оңайырақ. Экзельмен оңайырақ. Қиналу керек қой просто. Бізде енді жаңа айтып жатырмын ғой, ол нәрсенің басында қиын болады ғой на самом деле. Толтыру, автоматизация кіру қиын басында. Ол решение екенін білемін да, примерно осознавать етесің. Бүйтіп қараймын, сырттан со стороны қараймын да өтіп кетіп жатырмын пока что. Пока Excel'ге толтырып алайын, сол нәрсені өткізіп алайын деген сияқты жүрмін. Біздің Қытай партнерлеріміз миллиардтар точно бар. Олар да Excel'мен отыр. Автозапчасть дегенде мен көрген жоқпын андай. Не верю. Мен постоянно солармен жұмыс жасаймын ғой. Біз солардың қасында отырамыз. Олар пих деп бір нәрсе өткізбеді әлі бізге. Жоқ. Қалай төтесінен теңшеп сөйлейтін кісі. Хорошо. Енді қараңыздар. Осы жерде шешімді мен былай біз сізді біраз тыңдадық, иә? Енді полный мен сізге ол жерден разборыңызды берсем, иә? Проблеманы түсіндіңіздер ғой, не екенін? Қалай сіздерге? Бар ма осындай проблема? Масштабқа шыққымыз келеді. 2-ақ жұмысшымен 1 миллиард жасаймыз деп ойлаймыз. Иә? Желание бар сондай. Бірақ осы жерде проблема оборот екенін вообще мойындап тұрған жоқпыз, иә? Ну, тоже хорошо, конечно. Вообще супер. Негізі тәжірибеңіз күшті. Вот настоящий кәсіпкерлік, предпринимательская жилкасы бар адам деп сізді айтатын едім. Вот реально вижу цель, не вижу преграды. Күшті, иә, негізі бәрімізге өте жақсырақ болған сияқты. Менің өзім өте күшті ой түйіп отырдым. Ол кісіден прям, вот надо не останавливаться. Вот раз. Өзім осы жақында осы состояниеден шықтым да. Қойш, как будто я никому не нужна деген. Андай, одеялды басыма қаптап алып. Кому ты нужна? Успокойся, жата берші деп алдында осы прямой эфирға кірсем бір кісі айтады да. Назым, бизнесін жасадың, табысын жасадың, жатпайсың. Дейді да. Ойланып қалған сол сөзден кейін. Точно не алып жатпаймын деп. Бірақ жатқыза ма бизнес? Күшті, өте жақсы бізге бір әдемі опытыңыз айттыңыз, мықтысыз, мойындаймын. Но білімді де іздеген екенсіз, ізденген, оқыған, иә, күшті. Ну, может быть, маған жетпей қалған. Қалжыңдаймын. Жалпы осындай проблемамен енді екінің бірі келеді, сол үшін енді ұзақ болып кетті, ұзақ тыңдадық деп жатырсыздар ғой. Ұзақ болған себебі, өйткені осы жерде біз глубокий разбор, иә, демонстрациялық ашық разбор дедік. Рахмет айтам, ашығын, прям мойындап, прям күшті юмормен өзінің минустарын мойындап отыр. Екінің бірі мойындай алмайды. Прям молодец. Қол шапалақтап қояқшы, иә? Күшті. Бірақ өкініштісі, мен былай айтам да, жұмысшы алады, бірақ жұмысшыға ақша төлемейтіндерді қалай айтатын едім мен? Жадный деп айтам мен. Наны көмектесіңіз мына жерге қоюға. Жадный деп айтамыз, иә? Ортасына қояқ. Прям ортамызға қойып алайық. Біріншіден мен бизнесті масштабқа шығару үшін команда, ең бизнесті оңай дүние. Ең оңай дүние. Екіншісі, мен масштабтың жалпы мүмкіндігін қарайтын едім да. 2000 квадратпен отыр, иә? 2000 квадрат. Бірақ сізге цель бұл емес, нарық болу керек та. 2025 жылы қанша көлік алып келінді Қазақстанға? Қытайдан ба? Иә. Біз Қытайдың рыногы қазір 70-80% сатылып жатқан Қазақстанда. Қытай көліктері ғой уже.
85%. иә. Санын білесіз ба, қанша машина сатылды? Точно цифра жоқ. Просто. Маған сол бағытта бизнесте көп келеді да. Қытайдың бизнес жаңағы машина сатқым келеді деген сияқты, иә. Осы кезде мен статистиканы бір қарағанда тек қана 25 жылы, бір жылда, иә, 2211 мыңдай машина келу керек болған. Осының ішінде қандай машиналар көбірек өтімдірек? Қай машина көбірек сатылды? Чанган емес пе? Бізде қазір топ-5, біз енді группа бар, жаңағы автозапчасть сататын группа бар. Мен соған бір искусственный интеллект бар, ол анализді ең күшті жасайды. Атын соңында айтамын дегесін. Сол группадағы 2,5-3 айлық не жасадық? Анализ, экспорт жасадық. Ең бірінші сұранысқа ие, біз соны сөйтіп анализ жасадық. Не алып келу керек дегенде, Чанган, Джетур, Черри. Официальный статистика қарадыңыз ба? Соны айтыңызшы. Жоқ. Официальный статистика қарау деген жалпы бар ма ойда? Сұранысқа байланысты қарадым мен просто. Жалпы қараңыз, 211 мың машина алып келінді. Осының ішінде қандай модельдер бар? Статистикасын білу маңызды да. 14 мың Черри сатылған. 14 мың Хавал. Чанган сатылды? Жоқ, Чанган 5-ші орында тұр. Осы жерде бір точный статистика бар менде біздің анализда. Сол анализді негізі қарауға кеңес берем. Өйткені бұл сіздің рыногыңыз. Осы жерде 11 мыңның қанша клиенті сізде обращение жасап тұрады? Мына жерде ма? Біз енді $10 деген, $15 деген өте аз ғой. Калькулятор алыңызшы. Телефон берші. Телефон калькулятор ашып берсеңіздерші, любой. 211 мыңды көбейтіңізші, средний чек 350 мыңға. Оқи аламыз ба? 73 миллиард. 73 миллиард, иә? 1 миллиардыңыз қанша пайыз? 1 миллиардым қанша пайыз? Оны қайтып көйтеміз. От обратного есептеңіз. Ну, давайте условно, осы жерде даже 1%. 1% дейміз ғой. Болмай тұр, иә? Вообще рынок возможный ма? Возможно. Возможный. Енді вопрос. В принципе, сізде лидогенерация жақсы. Лид жақсы келеді. Но маған қалай доказывать етсеңіз де, сіздің бір партнеріңіз соның бәріне үлгереді деген нәрсені енді миға қондыру невозможно. Мына воронкаға құйылып жатыр, мынандай көлем. Ол мына воронкадан өту керек қой. Бірақ сіздер мынаның бәрін төгіп шашып, мына жерден бетіп капут етіп алып отырсыздар да. И проблема даже 2000 квадратта емес. По сути. Иә? Келсесіз ғой? Келсем. Иә. Қараңыз, мына жерде үлкен поток кіріп жатыр. Енді қараңыз, бұл жерде лид келеді. Біріншіден анализ керек. Таргеттен келіп жатқан лидтарға отдельно менеджер, OLX-ға отдельно менеджер, и колесоға отдельно, офлайнға мен отдельно менеджер алатын едім. Что вы там теряете? Не терять етіп? Қалтаңыздың зарплата төлеп жатқан жоқсыз. Дұрыс па? Проблема тек қана осы жердің мана процент есептеуінде шығар. Солай ғой? Енді әр точкаға менеджер жалдап тастадыңыз. Упаковщик. Упаковщик. Бұл тек қана заявка қабылдайды. Дұрыс па? Мынада өткен адам мына жерде сатты, заявкасын қабылдады, ағай упаковщикқа береді. Упаковщиктің жауапкершілігі бар ма? Жауапкершілік болады бұл жерде. Қандай? Себебі сынып қалуы мүмкін, сызылып қалуы мүмкін. Жалпы мына адамдармен, мына сату маманмен жұмыс жасау функциясы бар екен, білесіз ба? Функциясы? Иә. HR-дан мен ноль шай. Вообще HR-ға қатысы жоқ. Білмеймін. Вообще. Таргеттан мысалы қараңыз, саған күніне 20-25-30 дедіңіз, 30 деп келді. Нормальный продажа қандай конвейер? 10% ма? Жоқ дегенде. 30%.
30%-ды алдын ала мына адамға, мысалы қараңызшы, қазір жаңағы партнеріңізді сіз мынаған ауыстырдыңыз дейік. Ол айтады, мен мынаның бәрінен әрең 400 мың тауып отырмын. Сен маған құр таргет бересің. Сау бол, Нұрдәулет деп айтады, дұрыс па? Иә. Сол кезде не деп айтасыз? Сау болсын. Сау бол дейсіз. Айта аласыз ба? Енді амал жоқ қой жерде. Точно айта аласыз ба? Айта алмайсың, бірақ амал жоқ қой. Кетіп баратса оны жабып қойсың ғой. Шығарып салған кезде қалай шығарып саласыз? Не айтасыз оған? Ол кеткен ғой бір рет. Нормально кеттік, ешқандай проблема жоқ. Проблема болған жоқ па? Клиенттік база. Жоқ, ешнәрсе. Мына телефон номердің бәрі корпоративный ма, или ол адам өзінің телефонмен де жұмыс жасай ма? Біздің өзіміздің корпоративный телефон. Иә? Сізге телефон тастайды, болды. Сонда ана клиенттің заказы бар еді, оны, то есть передача дел деген нәрсе жоқ. Передавать еткен. Передавать етті ма? Ол жерде, например, бір аптаның көлемі ғой, кетті, бір аптадан кейін зат келеді уже. Бір аптадағы заттың бәрін мен қабылдап алып, таратып берген. Сізге тапсырмады, бірақ әйтеуір контактын тауып бет шығып кеттіңіз. Тапсырып кетті, осыған. Қараңыз, сол адамды тек қана таргетке ауыстырған кезде сізге примерно перспективный ростын мына жерде көрсету керек. Мысалы, қараңыз, сіз тек қана таргетқа қанша дедіңіз? $20 салып жатырмын дедіңіз ба? $10 еді. Ну, $10 салып жатырсыз, иә? Ну, тексеру керек, точно қараңыз, иә? Скорее всего, цифрға сіз мән бермейтін сияқтысыз. Енді $10 салдыңыз, осы жерде $10 салып, средний чек, мысалы, 150 мыңнан екеу саттыңыз дейікші, 700 мың. Ақтап тұрсыз ба? Ақтап тұрсыз, иә? Бірақ $10 осы жерде ақталады, тек қана разовый продажа емес, бұл еще қайтып келеді деп айттыңыз, иә? Қайтып келеді. Қайтып келген кездегі көрсеткішіңіз тағы да мынаны азайтады, дұрыс па? Енді сіз осыны қазір жасап жатқан 2%-ыңызды 30%-ға көтеру үшін сіз менеджерға перспективаны есептеп бересіз. Мысалы, сен қазір 150-ні 2 адамға сатып жатсың, бірақ саған сату керек, кем дегенде 30% болса 9 адамға сату керек. 9 адамға сату керек. 9 адамға сату үшін ол, мен қалай сатам, сатылмай жатыр ғой деп айтады. Не істейсіз? Не істеймін? Иә. Клиентпен хабарласқан кезде клиентпен жұмыс жасау қандай ережеден тұрады? Оқыдыңыз ғой. Ережеден? Мен өзім берген ба, жоқ, негізі не бар? Мысалы, қараңыз, мен машинамды соғып алдым. Құдай сақтасын, иә? Біраз жыл болып соқпағалы шүкір. Хабарластым, сізге айтам. Маған запчасть керек, срочно, дәл қазір. Бар ма? Қанша тұрады? Сатамыз. Бар, қазір қалап көрейін, складтан. Сіз маған списогін жіберіңіз, қандай заттар керек? Источник жазып берген, почеркін түсінбей тұрып. Енді маған жіберсеңіз, номермен, мен сізге қарап 10 минутта жауап беріп жіберемін. Жауап беріп жібересіз. Ол ма? Ол маған список жібереді. Бағасын шығарамын. Бағасын шығарамын да, мен бағаны жібереді. Болмай қалса? Болмай қалса, жоқ десем ба? Мына нәрселер бар екен, мына позициялар қазір бізде складта. Маған қазір салыстыру керек бағаны. Біз бағаны береміз қазір, осындай. Осы нәрселер бізден алсаңыз болады, қалғанын іздеп көрсеңіз болады, болмаса на заказ айтып береміз. Олар Қазақстан, скорее всего, жоқ сізде, пока что. Себебі, например, торпеда, сіз торпеда мен Airbag-тың подушкасын қарап жатсыз қазір. Ол нәрселер торпеда Қазақстанда жоқ. Либо тіктіресіңіз болады торпедаңызды. Сонда сіз үшін клиент хабарласқан кезде тек қана сұрағанына жауап бере салу ма? Жоқ, решение беру ғой мен үшін. Қандай? Айтып тұрмын ғой жаңағыдай, сіздің проблемаңызды анықтауға. Неге? Қараңызшы, қаншама запчасть сатып тұр, неге мен сіз таңдау керекпін? УТП бар ма? УТП менде жоқ. УТП именно заказ болса, на заказ болса бар. В чем? В чем? Жаңағы договорымыз бар, 50-50. Басқа ешкім договормен істемей ма? Осы уақытқа дейін істемеймін, істеп кетті бізден кейін. Значит, уже УТП жоқ. УТП кетті уже. Уникальный кетті. Біз пайызын азайтып қойын дегеніміз, жаңағы 30% берсең болады, 20% деген сияқты. Бізге бұл же бірақ нені көбейтіп жібереді деп тұр. Өзіміздің закупочный расходымыз. Подозрительно, что аз алады деп айтатын едім мен мысалы. Сенімділік көбейтетін сияқты, себебі төлеу қиын ғой адамдар үшін. Первый не үшін? Машинам ұрылып тұрса, өлтіріл, маған бағасына қарамай, менің целім сол машинаны тез жасату. Енді заказ беретіндер. Бұл жерде баға қызық ең бірінші очередь. Мен сізден кетем қандай себеппен басқаларға? Если мен сізден запчастьны таппасам, басқаларда наличие бар шығар деймін да, наличие бар ма, жоқ па? Жоқ дейсің, ары қарай кетем. Соны қалай қамданамыз? Қалай ұстап қаламыз ба клиентті?
Бізде складтардың номерлері бар ғой. Солармен партнерство етеміз. Оларды жоқ болса, бізде жоқ ол нәрсе. На заказ жұмыс істей аламыз болды. Там срочный нәрсе болса, 2-3 күнде әкеліп береміз. Осындай кезде қандай конкуренттің сен мына запчасти в наличии ұстап тұр, қайсы оларда наличие жоқ деген информация сізде всегда болу керек. А вам некогда этим заниматься? Вы же бегаете грузчиком там. Да. Дұрыс па? Иә. Одан кейін қараңыз. Мына жерде мынаны көтеру үшін хотя бы таргетпен клиенттермен каздев жасатасыз. Алмадыңыз. Мысалы, клиент хабарласты, алмады. Қайтадан хабарласасың да, не үшін алмадың? Анаяқта наличие бар екен ғой деп айтасың. Иә. Ол кезде уже сен акцентті в наличие қоятын түсінесің. Дұрыс па? Иә. Хотя бы кем дегенде осы жерде қаншалықты возможно здесь сен мына төртеуіне расфокус жасап тапқан ақшаңды одан да бір таргеттен таба аласың деген расчетты жұмысшыңа берген кезде ғана ол перспективасын. Примерно мен 7 миллион күнне тапсам, оның 20% деп ол өзіне есептеп алса, примерно интересі болады. А так бар адамға, мысалы, осы жерде мынаның бәріне байлап қойып, ол клиентке тойып алып, білген істеп жүрген адамға мынаған сегментировать еткен кезде ол қалу екі талай. И в целом отдел продажбен жұмыс жасау керек. Қалай? Мына жақта $10 можно вообще не целевку делать. Мысалы, сен оның арасында 2 адамға сатсаң, может быть, просто сенің целевой не то шығар. Кімдер хабарласып жатыр, неге хабарласып жатыр, например. Енді қараңыз, вообще мына показательді көбейту үшін отдельно тағы да қосымшада воронка қосуға болады ғой. Мысалы, автосалон. Автосалонға мысалы визиткаларыңызды немесе сертификат бересіз. Сертификат, если вдруг машинамен запчасть керек болып жатса, мына автосалон саған 20 000 теңге беріп тұр. 20 000 теңге сертификатпен сізге келеді. Айтады, менің сертификатым бар. Оны оказывается вообще 5 жылға жарайды екен. Мен машинамды ұрып алдым. Что там? Ол аяқтан уже басқа запчасть демейді, прямой целевой сізге келеді. Соны конкурентіңіз жасап жатыр ма? Жоқ. Вот, пожалуйста. Бұл автосалон. Одан кейін страховой компания. Сіздің основной клиенттеріңіз, иә? То есть мынаны нольға шығарып тастап, мына жерден вообще горячий сатуға болады да. Осы жерде страховой компания. Просто сертификат на бензин. 10 литр бензин, допустим, осындай компаниядан, САК компаниясынан, если что, запчасть керек болса, она обеспечена этой компанией. Бірақ сіз мыналарға постоянно бонуспен подкреплять ету керексіз, чтобы они были заинтересованы. Либо сертификатпен первый руководитель шығасыз, либо каждый менеджерді өзіңізге бонусқа отырғызасыз. Бонус одноразовый емес, многоразовый болу керек. Каждый раз, мысалы, менен келген клиент, мен сізді клиент қылып, мына кісіге жібердім ба, осы клиент маған қанша рет келеді, сонша рет бонус берем. Түсінікті, иә? Енді бұл нәрсе командасы жұмыс жасамайтын түсініп тұрсыз. Команданы құру үшін алдын ала дайындық дегенді естіп көрдіңіз ба? Жоқ. Кәсіпкер команданы қалыптастыру үшін хотя бы алдын ала дайындық жасау керек. Штатный расписание деген сөз таныс па? Жоқ. Низат па? Штатный расписание, біз білеміз, иә, штатный расписаниені. Неден тұрады? Осы жерге қорықпай, қанша адам керек сізге, қандай адамдар керек? Как минимум сізге нормально анау білет деп айтпайтын, полноценный бухгалтер керек. Көмекші есептемейді оны. Әйеліңіз есептемейді, оны официально кәдімгі бухгалтер есептейді. Дұрыс па? Как минимум SMM керегін түсініп тұрмыз. Потому что это эффективно. Одан бөлек бізге сату мамандарын қалыптастыру керек, ол каждый воронкаға бөлек болады. Горячийға сатқан адам холодныйға сата алмайды, білесіз, иә? Таргет холодный, горячий, ол уже прямой сізге ана жерге келген адам. Дұрыс па? Ол прямой, сол жерде жүріп келе жатқан адамға сатқан адам таргетке сату екі талай. Там эффективности нету. И каждый воронкаға бөлек менеджер қалыптастырасыз. Менеджерда чем квартирасын төлеп, чем басқасын төлегенше, я бы лучше основной оклад, основной окладпен плюс процент болеть едім. Процент от продажи, без прибыли, без ничего, общий продажадан, допустим, я бы 20% бергенше, одан да 3% қоятын едім, но от плана продаж. План продаж дегенді көрдіңіз ба? KPI ма? План продаж. Жоқ. План продаж күніне сен
Как минимум 1 миллионға сату керексің. Дұрыс па? Менің планым болса 3% алам. 1 миллионнан 3% қанша? 30 мың теңге. И плюс күндік ақылады, допустим, 10 мың теңге. Ну, либо вообще айлық зарплата бекітіп ұстауға болады 150 мың теңге. И 3% от продажи. И басын қатырмаңыз. Вот, например, мен сізге барсам партнер ретінде, я бы сомневалась, что вообще сен маған чисто прибыльді точно көрсетесің. Сен есебіңнен мен вообще сомневалась бы. Правильно же? Күмәнді ғой? Сен, может, артық расход, сен 4%-ның орнына уже 5% деп жатсың. Уже ол жерде мен что-то подозрительно 1% уже алып баратыр деп айтатын едім. Сату мамандары, упаковщик, тағы да кім? Техперсонал? Не, техперсонал неге аутсорсингке жібересіз болады. Ну, хорошо, өте жақсы. Потом? Бізде жаңағы айттым ғой, доставщик екі ортада жүретін, ол даже ақшаны апарып беріп, сол ақшаға товарды алып келу керек. Сондай форматта болу керек та, себебі жаңа айттым ғой, жай ғана менеджер по закупу, менеджер по закупу. Закупщик қой, получается? миктан, себебі миктан жай ғана 3 теңге, миллион теңгеден 3 теңге 30, жаңа әр қайсына 30 теңге, жай ғана 30-40 теңге ұтылып қаласың. Ең оңай басқару әдісі бас-басына қарап міндеттерін жазу. Бас-басына. Вот сату менеджері. Таңертең келдің, телефонды хотя бы таңғы 8-де қостың. Таңғы 8-де қарағаннан кейін бірінші WhatsApp-та тұрақты клиенттердің ярлығын ашасында соны толтырасың. Жауап бересің. Одан кейін барып, саған келген түскен лидтарға жауап бересің. Одан кейін сағат 4-тен кейін уже повторный касание жасайсың. Одан кейін сен сатқаннан кейін маған отчет жазасың. Оны мынандай отчетқа кіргізесің. Ол жерде мынаны есептейсің, мынаны жұмысыңды передавать етесің. Мына жаққа, допустим, да, мына техперсоналға, упаковщикқа. Упаковщикқа передавать етесің. Соның бәрі жазылған кезде бір нәрсе істемесе, атқаратын міндеттерің жасалды ма, жасалмады ма? Сенің жұмысың, по сути, тек қадағалау ғой, контроль. На самом деле контроль. Бірақ адамдар адамнан қорықпайды. Но құжаттан қорқады. Дұрыс па? Келісіп ба? Енді қараңыз, осы жерде бәрін жаздыңыз, графигін определять етеміз. Сату мамандар график қалай болу керек деп ойлайсыз? 6-1. Бір кезде кім сатады? Бір кезде? Өзім сатып жүрмін бәлкім. Бизнестен шығасыз ба, шықпайсыз ба? Шықпаймын, до конца барамын. Операционгадан шығасыз ба, шықпайсыз ба? Шығу керек болып жатыр ғой сол. Қашан шығамыз? Сәл аяққа тұрып алайық дегенсің. Бүгін сөз бере аласыз ба, операционгадан шығамын деп? Сөз берем. Бере аласыз ба? Берем. Миллион штраф бар? Көрейік, қоя аласа. Бірақ не, дедлайн бар шығар? Жоқ, енді жаңағы нәрсенің бәрін реттеуге дедлайн бар шығар? Конечно бар. Дедлайн қойса, жұмыс жасаймын мен. Дедлайнмен жұмыс жасаймын. Дедлайн обязательно ол. Енді қараңыз, атқаратын міндеттер жазғаннан кейін адамға бірінші собеседование жүргізу керек. Собеседование қай жерде жүргізесіз? Собеседование деген сөзді естіп көрдіңіз ба? Естіп көрдім. Өзіңіз өтіп көрдіңіз ба? Мен біреуден өтіп көргенмін. Мен сізге жұмыс жоқ келдім. Қандай сұрақтан бастайсыз? Қай жерде жұмыс істегенсің дейді. Бизнесті жасағам, құлап келдім, найымға келдім. Бизнесмендерді алмайтын емші. Олар сен прямой конкуренттерін қойықтың. 2 айдан кейін копи-паст жасай алуы мүмкін де олар. Болды. Реально сол ойлайсыз ба? Просто олардың, менде жалпы бүйтіп не бар да, адамдарды 2 топқа бөлемін да мен, өзім үшін. Бизнес жасайтын, ол стресс деген мен өмір сүреді ол кәдімгі, антистрессіз ақ стресспен өмір сүреді, короче. Екінші топта... Хорошо, бизнестегін алмайсыз, тақымды алмайсыз. Вот бизнесті рисковать ете алатын адамдар, жаңа именно форматта. Более андай стабильность жақсы көретін адамдарды алатын ем. Более. Қандай стабильность? Жоқ, енді өзі, например, стабильность болғанда да өзінде жауапкершілік аз ғой бұл жерде. Өзінде. Қандай качество болу керек сіз сату маманыңызда? Қарызы көп болса екен дегенсің ба?
таксидің вообще тілеу жаман екен ше. жоқ Сол қарызы көп та аварияға осы қарызы көп болса запрос көп болады да ше. Постоянно голодный. запрос бар. Голодный. Голодный. Ол кеш келген қарызын ойлайды. Этот человек в состоянии в минусе. Жоқ. Енді состояниесі минуста болғанда да сәл қарайсың ғой адамға. Мына свет жалпы дискотекаға арналған емес пе еді? Мынаны өшіретін адам бар ма? Аха. Состояниесіне қарайсың, бірақ жаңағыдай голодный. В каком плане голодный? Ақша керек оған. Қандай адамға ақша керек? Вот қарызы бар адамға көбісіне просто қарыз болу выгодно. Қарызға уақытша кіріп кеткен адам шығар ол, менің ойымда. Кіріп кетті ғой деп. Қарызға уақытша кірген адам бар ма? Жоқ, енді бір рисковать етіп кіріп кетті ғой бұл Это нәрсе. же хуже наркотиков. Просто менде қазір сондай бір жігіт жұмыс істеп жатыр ше, жаңа інім деген. Ол күніне миллион теңге керек болады, например ше. Сол күні ұрады ғой кәдімгі. Уақыт жоқ ода. Былай келсе былай жамбас лақтырады, былай келсе былай жамбас лақтырады, істеп береді. Оған главный миллион керек. Миллион керек ол. А сізге 5 миллион керек. Оны да істейді ғой. Екеуі бірге істеп тұр ғой. Істейді ма или істете алмайсыз ба? Жоқ, істеп жатыр ол. Жоқ. Істете Оған алмай. миллион керек, Иә. бірақ оған 5 миллион жасату үшін сіз не істей аласыз? Цельдер қоямыз. Например, Қандай мотивация. Бүгін, например, бір нәрсе істесең, не қалайсың? Қалау бар ғой енді. Ойбай, әшейін план продажбен процент беруге болмай ма? План продажадан процент беруге болады. План продажадан процент. Мен негізі маған Мен айтамын да, миллион жасап жүрміз. Мен сізге келемін де айтамын, Нұрдәулет, пожалуйста, мен кассамда енді 5 миллион жаппасаң, саған ақша бермеймін. Қалай сізге? Маған не айтар едіңіз? Адекватный жұмысшы не деп айтады? Істей алмаймын ғой оны дейді ғой, короче. Невозможно ғой дейді. Енді маған сол сұрақ қойыңызшы. Бүгін 5 миллион теңге керек маған. Соны жаса дейін. 5 миллион жасайтындай маған клиент қаяқтан алып келесің? Лид алып келемін. Таргеттен. Көрсетші маған бюджетін көтергенді. Если бюджетіңді көтеріп, 5 есе, лидің действительно көп болып, товарың соответствующий бар ма? Кеттік жасайық. Жауап бере аласыз ба? Причина в чем? Товарда ма? Оборотта. Өзіңіз сенбей тұрсыз ғой. 5 миллион жасатқызуға болатына. Күнде ма? Күнде 5 миллион жасаған. То есть былай ғой, план қойған кезде, это не значит, мен план қой десем бітеді да. Так, сен барда күніне 5 жауып жүрсің ба, енді 5 миллион жабасың деп айтады. Так же не работает. Сен бірінші айтасың, так, ребята, мен таргетке ақша көбейттім. Егер сендерге 20-30 адам келсе, енді саған 300 адам келеді. 300 адамға заявка түседі. Бірақ мен ол жерде заявканы көбінде предоплатаға, то есть заказ, Қытайдан заказ беруге акцент қойдым. Так что товар бар, жоқ, проблема жоқ. Егер товар бар дүниеге берсе, тем более жақсы, кассаны одан да көп жаба аласың. Дұрыс па? Иә. Бола ма солай шешуге? Болады. Болады. Сондай информация айтқан кезде ол план продажаны түсінеді. План продажасы көтеру маған да выгодно, саған да выгодно. Потому давай жұмыс жасайық. Иә. Дұрыс па? Оған түсіндіресің, неге ол көп чек жасау керектігін. Оған сен барлық өзіңнің тарапыңнан қамтамасыз еткен түсіндіресің. Жасай ма? Жасайды. Потому что ол да көбірек ақша тапқысы келеді. Отдел продаж единственный бизнесі жоқ адамдарға көбірек ақша табу мүмкіншілігі ол отдел продаж болу ғой. И отдел продажды либо выращиваешь, либо біреудің ұрлап аласың. Ана 5% берсе, сен 10% бересің. Жұмысшының ең жақсы табу әдісі Кооперативде мал біреуін ұрлау ма? қалай ойлайсыз? Вообще дұрыс деп ойлайсыз ба осы нәрсені? Біреудің ұрлау. Мен негізі андай бірінші честный болғым келеді да. Бірақ приложение ғой бұл, кім қатысата алады, ол өзінің выборы ғой, ол құлдығында емес қой ол адам. На самом деле. Біреудің құлдығында сатып алған жеке меншік адам емес қой. Біреуден жұмысшы тартып ал десем, ужас дейді да. Сен біреуге қазіргі жағдайынан одан жақсы жағдай бергің келіп тұр.
иә ниетің жаман емес пе негізі? бірақ ол адамның қандай продажа екенін қайдан білеміз? 2000 квадраты бар адамды аңдып отқан адам ғой. Бұпамен былай. 100% біреумен общениесі бар ғой ішінде. Дұрыс па? бізде отдел продажамен көп негізі. Біз БАДыда жұмыс жасағанбыз ғой. Негізі БАДы ең нені ұстайтынды. Вот, пожалуйста, вот есть, уже знает, откуда брать. Дұрыс па? Иә. Ал? Витамин, БАДы. БАДы БАД. ең опа дейді, отдел продажаны көп ұстайтын солар. Витаман деген бар. Ну енді сіз отдел көп продаж ұстайтын жерді біле тұра, мына жерде де соған тәуелді екенін түсініп тұрсыз, иә? Иә. Негізінде нарықта ең мықты мамандарды маған жұмыс істетемін деп цель қойсаңыз, сіз цель қойдыңыз ғой, әйтеуір бір плюс бір бизнес жасаймын деп жеттіңіз ғой. Жеттік. Команда оның қасында сізге ойыншық қой негізі. Миллиард ақша тапсаңыз не істейсіз? Не істеймін? Үй алған. Қандай үй аласыз? Есік алып, көк көмбек газоны бар. Иә, ландшафтный дизайн жақсы. Қаскеленнен. Жоқ, мен Талғарский бер жағынан примерно маған Шымкентке шығып кету Қаскеленнен удобнее же? жоқ, ондай емес. Маған просто тау ұнайды өзіме. Одан кейін оффроуд машиналар деймін бір жақсы. Тауда таста жүре алатын. Ол қандай? Оффроуд. 4 вода ғой. Короче, танк 300 ғой примерно. Үйдің квадраты қандай болады? Қанша сотық тұрға? 180-200 квадрат жетеді бізге. Қандай жерде тұрған? Қандай жерде? Таудың төмен жағында, таза ауада. Қанша сотық? 6-7 соттық, 8 Неше соттық. этаж? Бір этаж жетеді, 2 этаж келмейміз. Жинай алмайды оны. Берген мышление деп отсаң, иә? Жоқ, сондай. Балаларымды платный оқуда оқытатын едім. Қиналмай, не алмай, жаңағы. Тасу деген проблема жоқ. Сол өмірге сізге өзі бір-ақ этаж болса, миллиард керек па? Мен негізі бизнесті просто андай цифрлар үшін жақсы көретін сияқтымын ше. Андай жаңағы бері айтып отырмын ғой. Бизнес для бизнеса. Цифрлар мен үшін. Просто от процесса кайфую. Операционкадан шығара аламыз ба? Игрок сияқтымын өзім. Азартмен. Примерно миллионды жұмсай берейін, барып. Құдай қаласа, миллион теңгемен не бар? Бір дедлайн. Өте артығымен беріп тұрмын. Кем дегенде 4 сату менеджері. Мощно мотивированный. Бизнесіңіздегі барлық цифрды прям тақылдап айтып келесі разборға. Болды. Миллиард есептейміз келесі жол, иә? Қалай бұл ощущение? Видение басқа болып қалды. Осы уақытқа дейін біз анау мен айтып кетейін дегенім жаңағы бер. Біз менде анау не да до деген моменттерді көп жасаймыз ғой. Вообще ақшаға қатысы жоқ. Магазин, витринаның болуы, прямой ақшаға қатысы жоқ қой. Витрина әдемі екен дейді да, например. Болды. Сол для галочки нәрселер көп жасағанбыз ғой. Сыртта әдемі жазу болу, светтің түсіп тұру. Өте маңызды нәрсені жасағансыз негізі. Жоқ, прямой. Косвенный қатысы бар ғой, например, келді адам. Прямой касание. Прямой қатысы, например, екі менеджер $100 күнделікті бұл продаж жасап бере алады, чем витринный помещение деген сияқты негізі. Просто мынандай қараңызшы, негізі осындай кезде мен жақсы мынандай тренировка беретін едім. Миға просто количество сыймай тұр бізге негізі. Мойындайсыз ба? Иә. Количество сыймай тұр. Көп сотрудник жан-жақтан істеп жатыр, бірақ ол жерден расход көрмейміз, тек доход көреміз. Мына кісілердің бәрі менде найымда болса, мына жерде мен тек 100 миллиард көретін едім. Сіз мына жерден тек зарплата көріп тұрсыз, шығын. В основном проблема сода. И чтобы осы нәрсені расширять ету үшін, бәріне лайфхак, көбірек андай количество дегенге тренировка жасауға болады. Таңертең 100 кофе сатып алыңыз да, өзіңіз сияқты кофе жақсы көретіндерге таратыңыз. Жадность бар ғой бүйтіп, наверное, қыстуға ше. Ішіндегі лягушка ква деп жатыр ма? Зато мойындап тұр, иә? Но если ол жадность сізді минусқа апаратса, жақсы көресіз ба, жек көресіз ба?
минусқа апарса жек көресің ғой. Ну, выбор за вами. Вот осы жерде просто количество көп алу. Бір күні просто 1000 роза алып, 1001 розаны әйеліңізге сыйлау. Было такое? Ауыр кетіп жатыр, иә? Мен осыдан біраз уақыт бұрын осындай бір нәрсе естідім да. Өзіңе қымбат іш киім ал деген короче. Жоқ. Қымбат іш киім алу, ол когда өзіне ақша аяйтындар, ондайға ұқсамайсыз. Бұл жерде количество. Негізінде 100 кофені есептесеңіз қанша болады? 100 000 теңге болады. 120 000 теңге. Садақа, қайырымдылық қалай қарайсыз ба? Нормально ма? Жақсы қарайтынбыз. Біз? Мен соңғы уақытта руханияттан да неғып жүрмін да, қиналып жүрмін негізі. Бүкіл нәрсені тастадым, бизнеске кіріп кеттім. Садақа бізді байытады. Да. Точно хабар жоқ екен. Садақа жамандықтан сақтап қалады, зекет берекеңізді ұлғайтады. Осы нәрсені істеп үйренсеңіз, и просто жаңағы мына көп менеджер болу үшін сізге көбірек сондай тренировка жасасаңыз, 100 мороженое алып таратып көріңіз. Максимум 50 000 теңге. Бізде Айча бар. Келістік қой, иә? Болды. Қол алыстық. Бүгін нешесі? 4, иә? 4-ші тамыз күні. Осы жерде кездесеміз. Қалай қаласа. Либо миллиард есептейміз, либо мен миллионды алып Есентайға барамын. Қалжыңдаймын. Сол миллионды екеуміз қайырымдылыққа жұмсаймыз. Күшті нәрсе жасаймыз. Қалай қаласа. Қалай қаласа енді ана жасайық. Байықты. Вот. Күшті, иә? Бірақ мойындаңызшы, сәл сауаттылық керек. HR-дан білім керек. Маркетинг тоже хромает. Клиентпен жұмыс жасау инструмент жоқ. Сату техникалардан хабарымыз жоқ. Білім толықтырам десеңіз, QR мойныңызда. Астай ары қарай сен жұмыс жасайды. Келістік па? Қалай қаласа. Мәжбүрлемеймін, бірақ ойланып көріңіз. Рахмет сізге. Тоқтықлап қояйық. Ощущение жақсы, жаман, ауыр? Ощущение кайф, легкость қой. Андай свет туннелі көрінді ма? Менде қазір мынандай да, бір нәрсе істеп жатырмын, бірақ істеп жатырмын әйтеуір болды деген нәрсе. Кешеде отырған кезде осы нәрсені негізі маған бір ескерткен. Важен, куда ты идешь? Қай жаққа бара жатқаның важен дейді да негізі. Бір жаққа, например, бір жаққа шықтым, бірақ қай жаққа деген сияқты. Шымкентке шығып бара жатырмын, Шымкентке баруым керек. Қазір сөйтіп кетіп білесің ба, 7 сағатта жететініңді, жолда қайда тоқтайтыныңды білесің. Бүкіл нәрсе, примерно қазір не нәрселер жасау керек, уже мида бар. 4 хотя бы, короче, менеджер болу керек жоқ дегенде, бөлек неге, бір упаковщик болу керек. Хотя бы анау жаңағы барып келетін адам. Хотя бы емес, болу керек дегенді сызып аламыз да. Соның ключевойларынан бастаймыз да, көбейте береміз. Сізде расход жоқ, если честно. Адам көбейткеннен. Одан да расход жоқ техникалар бар, оны айтам потом. Көрден кейін. Қалыңдай. Жақсы. Рахмет сізге. Үлкен рахмет. Ұнады ма разбор? Проблемаларыңыздан бір көріне ма? Шешімдер? 100 000 тапқаннан қағандай миллиард табу әлде қайда оңай? С нуля вообще. С нуля деген бар ғой состояние, ең күшті состояние екен, білесіздер ма? Потому что с нуля, вообще самое классное с нуля, мен қазір с нуля деген состояние сағынамшы. Мен қазір көп нәрсені істеуге тауып апаратын күшім бар, но у меня нету мотивации вот этого состояния нуля, когда тебе надо, ой, блин, маған үй алу керек, Алматы хотя бы шетіне бір жер алу керек, маған хотя бы нормально машина алу керек. Мен андай болған ғой, 4 дөңгелегім айналса болды. Өзім банкте істеймін, машинаның артын, есіктер ашылмайды, багажден кіріп, багажден шығамын ғой. Енді сондай, сол кездерімді кейде ойлаймын да, вот там, да, я готова была все делать. Вообще, ноль состояние күшті ол. А если менің состояние еще лучше, мен айтам ғой, жобаға келген кезде қарызы бар деген адамды жақсы көремін ше. Фас десең істейді ғой олар.